Мұның бәрі ең қарапайым түнде басталған сияқты. Нарихира мырза үйіне қайтып келе жатқанда, кенеттен өгіздер сүйретпегеніне қарамастан, негізгі жолда тайып тұрған бір түрлі өгіз арбаға тап болды. Оны ертіп келген солдат оның жын болуы мүмкін екенін ескертті. Содан кейін бірден Нарахираның арбасын шетке лақтырып жіберді де, ол жерге құлап түсті. Елес арбада отырған әйел 7 күн бойы император сарайына бара жатқанын айтып, олардан жол беруін талап етті. Нарахира мырзаның қасындағы бағыныштысы оны қорғағысы келіп, қылышын суырып алып, жын әйелге шабуыл жасады. Бірақ ол жынға айналып, оларды үрейлендірді. Тек өгіздер сүйреткен мына оғаш арбаға тап болғаны үшін ғана. Келесі күні лорд Нарахира төсекке таңылды. Ол өзінің жақын адамы Хирамасудан астанада бейбітшілікті қамтамасыз ету үшін осы арбадағы жынды жоюды сұрады. Хирамаса Онмеоджиден көмек сұрап, Онмеота залына барды. Алайда ондағы адамдардың міндеттері негізінен астрономиямен, күнтізбені бақылаумен және болжаммен байланысты болды. Жындарға келетін болсақ, олармен күресе алатынына сенімді емес еді. Бірақ Намеоджиде Хирамаса өте ерекше адам Абе Сеймеймен кездесті. Бұл кісі түлкі рухының баласы деген қауесет тараған. Хирамаса Сеймейдің резиденциясына барды. Ол қараусыз қалған жер сияқты гүлдер мен жабайы шөптермен қоршалған үй болатын. Оның артында ақ киімді адам пайда болып, гүл ашылған сәттен бастап солып қалғанға дейін гүл әрқашан гүл деп аталады, деді. Гүлді кесу табиғат заңдарына қайшы келмей ме? Бұл кісі Сеймей болатын. Хирамаса оның дәл өзі іздеген адам екенін тез түсініп, сәлемдесу белгісі ретінде сыпайы түрде иіліп тағзым етті. Сәлемдесуін аяқтамай тұрып, Сеймей жоғалып кетті. Ал Хирамасаның алдында жасыл бақа ғана қалды. Әйтеуір Сеймей мырза оның артында әлде қашан тұрды. Хирамасе онымен ойнап жүргендей болды. Ол өзін шындап таныстырып, Сеймейдің көмегін қажет ететін шұғыл ісі бар екенін айтты. Ақ жылан оны қорқытып, тоғанға құлатты. Сеймей оған судан тез шығуды бұйырды. Содан кейін Мацу мен Йору есімді екі кішкентай қызды шақырды. Олар келіп, Хирамас киімін ауыстыру үшін таза киімдерін әкелді. Осыдан кейін Хирамаса Сеймейге көмекке мұқтаж мәселе туралы айтып берді. 4 күн бұрын лорд Нарахира өзі сияқты әскери офицер өгіздер сүйреткен жұмбақ арбаны көрді. Арба өгіздердің көмегінсіз қозғалып, түн ортасында Сузаку даңғылы мен 8-ші көшенің қиылысында пайда болды. Содан кейін кенеттен 7-ші көшеде жоғалып кетті. Лорд Нарахира осы арбамен соқтығысқаннан бері төсек тартып жатқан. Осылай жалғаса берсе, басқалардың басына бақытсыздық түсуі мүмкін. Хирамаса Сеймей мұны тезірек жеңеді деп үміттенген. Сеймей бұл жай ғана ұсақ түйек мәселе екенін айтты. Бірақ Хирамаса оның салдары әлдеқашан біреудің зардап шеккенімен келіспеді. Сеймей Хирамасаға императордан көмек сұрауды ұсынды. Сеймеймен болған әңгіме Хирамасаны қатты ренжітті. Ол бұл жай ғана кішкентай әйел жын екенін және оны ешкімнің көмегінсіз өзі шешетінін айтып кетуге тұрды. Оның жын әйел екенін естіген Сеймей кенеттен тапсырмаға қызығушылық танытты. Сол түні Хирамаса жын әйел пайда болған жерге барып, оның жойылуын күтті. Сеймей де күтпеген жерден пайда болды. Ол өз ойын өзгерткенін және енді астананы қорғағысы келетінін айтты. Бірақ шынын айтқанда, ол жын әйелдің қандай екенін көргісі келді. Хирамаса жын әйелдің өгіз арбамен жүріп келе жатқанын және оның қайда бара жатқанын сұрағанда, ол император сарайына бара жатқанын айтқанын айтты. Бұл сапар 7 күнге созылады. Егер осы жын әйелдің кесірінен императорға бірдеңе болса, бұл қорқынышты болар еді. Хирамасаның әңгімесіне сүйене отырып, Сеймей олардың тұрған жері жын жүруі керек жолда емес деген қорытындыға келді. Император сарайына баратын жолға және жын пайдаланған өгіз арбаның жылдамдығына қарағанда, ол күн сайын бір қиылыстан өтіп бара жатқан. Ал бүгін 4-ші көшеде жын әйел пайда болуы керек еді. Олар келгенде Хирамаса Сеймейдің жын әйелді қалай жойып жіберетінін сұрады. Сеймей жынның жаны оны қолданар алдымен тазалануы керек деді. Нарахираға келетін болсақ, ол жай ғана миазмаға ұшырады және бірнеше күн демалғаннан кейін қалпына келеді. Күткендей, жын әйел пайда болды. Оны күтуге келген екеуінен басқа, мұнда тағы бір күш болған сияқты. Сиқырлы формация алдын ала жасалған және жын әйел мінген вагонға көптеген жебелер атылған. Сондықтан бұл Нарахира екені белгілі болды. Ол түлкі рухының баласының көмегіне мұқтаж емес екенін және жеке кек алып, қауіп қатерді жоятынын айтты. Капитолийге алып, қол жанып жатқан вагоннан шығып, Нарахираны ұстап алып, тірідей өртеп жіберді. Қарамағындағылар оған көмектесуге асығуға тырысқанда,
оларға ақ ит шабуыл жасады. Алайда Хирамасаға ит те, жын әйел де шабуыл жасаған жоқ. Оның қылышпен жүгіріп келе жатқанын көргенде, екі ит, бірі қара, бірі ақ, арба қарама қарсы бағытқа бұрылып, бірте-бірте жоғалып кетті. Нарахираның тым асығыс болғаны, сондықтан өз өмірін сақтап қала алмағаны өкінішті. Келесі күні император Хиромаса мен Симаға бүгін түнде Сузаку қақпасына қайта жиналғаннан кейін өгіз арбаға шабуыл жасау керектігін айтты. Хиромаса оның кесірінен жын әйел пайда болды деп ойлады. Оған бірнеше күн бұрын ит әкелген оғаш хат келген. Бұл ит кеше түнде кездескен жын перілермен бірге жүрген итке қатты ұқсайтын. Хатта сенің берген махаббатың тек азап әкелетіні айтылған. Егер сен ешқашан келмеген болсаң, мен мұңымды қалай жеңе алар едім. Бірақ Хиромаса бірде бір әйелді танымайтын. Оған қалайша біреу махаббат хатын жібере алады? Сейме Хиромаса хаттың нақты мақсаты емес деп ойлады. Ол хатты алған күні Хиромаса император сарайында қызмет етіп, император жазған құжатты қайта жазып жатқан. Бәлкім, ол көшірген сутра хош иісті заттың иісін сіңіріп, иттің оны император деп қателесуіне себеп болған шығар. Жын әйелдің шын мақсаты император болды. Хиромаса императорға барып, Сейме екеуі бұл мәселені мұқият шешетінін айтты. Және императордан барлығына сол түні Сусаку қақпасынан шығуды бұйыруын өтінді. Император оған қамқорлығы үшін алғысын білдіріп, оның өтінішін орындауға уәде берді. Сол түні Хиромаса мен Сейме жоспарларын жүзеге асыру үшін белгіленген жерге келді. Хиромаса Сеймеге императордың бір тал шашын әкелді. Сейме Хиромасаға басқаларға қанша жақсылық жасаса да, егер ол Сеймемен байланысқа шықса, қалада әрқашан жаман қауесеттер болатынын, сарай олардың айналасында болатынын айтты. Адамдар Сеймейдің көзіне қарау қарғысқа ұшырауы мүмкін екенін айтты. Бәлкім, жын перілер де махаббат қарғысына ұшырап, өшпенділікке айналған шығар. Осы кезде жын перілер пайда болды. Сем оның императордың қасында қалуына рұқсат бере алмайтынын айтты. Жын әйел император оған оны жаттықтыруды бұйырды ма деп сұрады. Ол императорды көру үшін ғана тізерлеп отырды. Оның реніші оны алып және ұсқынсыз жынға айналдырды. Хиромаса оған шабуыл жасамақ болды. Бірақ оны ертіп келген екі ит тоқтатты. Ол барлық ерік жігерін жоғалтқандай болып көрінгенде, оның алдында императордың бейнесі пайда болды. Ол оның жиіркенішті келбетін көргісі келмей, оны артқа шегінуге және одан аулақ болуға мәжбүр етті. Император келіп, жын әйелдің қасына отырды да, оны ұзақ күттіргені үшін кешірім сұрады. Бұрын олар кездейсоқ кездесіп, бірге көптеген тамаша сәттерді бірге өткізген. Император кетіп бара жатқанда, ол қайтып оралуға уәде берді. Ол да өзімен бірге алып келген екі итін тастап кеткен. Содан бері ол күн сайын күту мен уайыммен өмір сүріп келеді. Ақырында азап оны жынға айналдырды. Ол Сеймей жасаған иллюзиядан жігерлендіретін сөздер мен кешірім сұрағанын естігеннен кейін, жын перілер жаттығуға кірісіп, күлгін гүлге айналды. Оны құтқару игіс болғанымен, Хиромаса әлі де жын перілерге алданып қалғанын сезді. Лорд Кейн семіз және азғын қарт адам еді. Қанша әйелмен ұйықтаса да, ол ешқашан өз қалауын қанағаттандыра алмады. Ол отырып, неге қасында өзін қанағаттандыра алатын теңдесі жоқ сұлудың жоқтығына қынжылып жатқанда дауыс естілді. Оның қасына қанатты егеу құйрық келіп, бұл тілектерді біреу орындай алатынын айтты. Хиромаса тағы да Сеймейді іздеп келді. Оны көргісі келмесе де, 3 күн бұрын лорд Кейн Сеймейді өзінің резиденциясына шақырған болатын. Бірақ Сеймей ешқашан келмеді. Сондықтан Хиромас бүгін лорд Кейнді онымен кездесуге апаруға мәжбүр болды. Ол лорд Кейннің астанадағы ең азғын адам екенін айтты. Ол өзіне ұнайтын әйелді көрген сайын, ол кім болса да, оны ұрып соғатын. Ол жай ғана Сеймді ренжіткен әйелдің қандай да бір ренішімен күресуге мәжбүрлеуге тырысқан болуы мүмкін. Ал Хиромаса өзі сияқты тек құмарлықтың жетегінде кеткен адам үшін өз жолынан адасқысы келмеді. Сеймей кенеттен Хиромаса көтеріп келе жатқан қорапты байқап қалып, ішінде не бар екенін сұрады. Қорапты ашқанда бәрі таңғалды. Оның ішінде лорд Каненің басы болды. Басы денесінен бөлек болса да, ол әлі де сөйлей алатын. Сеймейдің ол туралы айтқанын естіген лорд Кейн өзін есінен танып қалғандай сезінді. Бірақ қазір ол ештеңе істей алмады. Тіпті өз бетімен су іше алмады. Кейін Сугароку ойынында жын қызыл құсты жеңген адам туралы аңызды естігенін айтты. Осының арқасында адам өзі үшін теңдесі жоқ сұлулыққа ие болды. Кенде өмірінде кем дегенде бір рет осындай ерекше сұлулықпен ұйықтап жатқанын сезінгісі келді. Осыған байланысты ол оған қарсы тұру үшін вермиллион құсының жын перісін іздеуге өзі барды. Кейін жынға әйелдерге деген үлкен қызығушылығы бар екенін айтты.
бірақ қарапайым әйелдерге емес, шынайы емес әйелдің денесіне, бұл дүниеден тыс сұлулыққа. Егер ол жынды жеңсе, ол әлемдегі ең еліктіретін әйел денесіне ие болады. Бірақ Скарлетт Бердж жын перісі де кейін жеңіліп қалса, оның орнына не ұсынатынын және қандай талантқа қауіп төндіретінін білгісі келді. Бұрын Хесио есімді дворян да жынға қарсы шығып, осы ерекше әйелді алу үшін өзінің әдеби талантын желіге қойған. Алайда кейінде ондай талант болмаған. Оның ұсынатыны бұл құмар ойынға бәс тігу ретінде құмарлық пен құмарлыққа толы өз денесі. Жынға бұл ұсыныс өте күлкілі болып көрінді және ол кейіннің шақыруын қабылдады. Алайда жекпе-жек түнінде кейін жеңілетінін сезіп, ойын аяқталмай жатып қашып кетті. Ол жеңгенде, жеңілгенде жоқ. Бірақ оның денесін жын бәрібір басып алды. Сем мұндай жағдайда жын кейіннің денесін ғана алып, мейірімділік танытып қойған деп ойлады. Кейін енді бұл жағдайға шыдай алмады. Ол бірнеше күн бұрын Семейдің жын әйелді пайдаланғанын естіген. Сондықтан бұл жолы ол Семейдің денесін қайтарып алу үшін Скарлетт Берд Диманды жоюға көмектесуін қалады. Бірақ Семей жынның адамдарды қорқытпағанын және оларды жемейтінін, сондықтан оның зиянсыз тіршілік иесін мазақ еткісі келмейтінін айтты. Содан кейін лорд кейін басқа ойға келді. Хирамаса жын мен Сугароку ойнасын. Егер ол жеңсе, кейіннің денесін алып кете алады. Сейм оған құмар ойын Онмиджидің жұмысы емес екенін айтты. Олардың міндеті адамдарға қауіпті жындарды сиқырлау және жою үшін жұлдыздар мен адам физиогномиясын зерттеу болды. Семейдің әлі де нәпсі құмар лордқа көмектесуге ниеті жоқ екенін көріп, ол айтты. Хирамаса сөйлеп, оның атынан көмек сұрады. Ол Семейге жынды жеңуге көмектесу үшін бәрін жасайтынын айтты. Мұны естіген Семейдің жаратқан иеге көмектесуге келісуден басқа амалы қалмады және олар сол түні Скарлетт қақпасына жынмен кездесуге барамыз деп шешті. Сол күні кешке лорд кейіннің Семейдің үйінде қалудан басқа амалы қалмады. Өйткені егер оның отбасы мүшелері оны білсе, егер ол әйелдерге деген құмарлығынан денесін жоғалтып алса, бетін қайда жасыратынын білмес еді. Хирамаса Семейден кейіннің денесін қайтару үшін жынмен қандай келіссөздер жүргізуді жоспарлап отырғанын сұрады. Сугароку бұл үлкен мүмкіндік ойыны және олар жынға қарсы ойнағандықтан жеңіске жету мүмкіндігі одан да төмен болды. Жеңудің жалғыз жолы алдау, бірақ жын бұл туралы білсе, бұл өте қауіпті болар еді. Осы себепті Семей ставканың мәнін сәл өзгертуге шешім қабылдады. Хирамаса бір түнде қызыл қақпадан өтіп бара жатып, әдемі флейта дыбыстарын естігенін айтты. Оны кім ойнап жатқанын көре алмаса да, Семей Скарлетт Берд жынына кейіннің денесін қайтару үшін Сугарокудың орнына басқа ойын ойнағысы келетінін айтты. Бір кезеңде жын бұл идеямен келіспеді. Ол құмар ойынында жеңіліп қалу алдында тұрған адамдардың реакциясын бақылағысы келді. Дәл сол кезде олардың шынайы болмысы өздерінің ашкөздігімен қалай күрескені ашылды. Семей көптеген адамдардың талантын ұрладым, бірақ оны пайдаланбадым, деп жынды арандатты. Бұл уақытты босқа кетіру болды. Семей сонымен қатар, егер жын оған сынақ пішімін таңдауға рұқсат берсе, ол өзінің қабілеттерін Миоджиге қоятынын айтты. Бұл ұсыныс оған өте тартымды болып көрінді. Жын Семейдің шарттарына келіскен. Олар келесі түнде сол жерде кездесуге келісті. Скарлетт Берд Семейді жеңгісі келді. Содан кейін оны жәндікке немесе өзі қалаған нәрсеге айналдыру үшін өзінің Миоджи қабілеттерін пайдаланғысы келді. Бірақ Семей Хирамасаны жынмен күресу үшін алға шығарды. Бұл Хирамасаны сынаққа дайындалу үшін күні бойы жаттығуға мәжбүр етті. Ол сынағаттардан бастап үстел ойындарына дейін көптеген әртүрлі ойындарды сынап көрді. Бірақ олардың ешқайсысы сәтті болмады. Күні бойы қанша тырысса да, ол ешқандай прогреске қол жеткізе алмады. Семей осылай жалғаса берсе, лорд кейін құтқарылмайтынын айтты. Ол Хирамасқа жеңіске жететінін үнемі еске салып отыруға кеңес берді. Бұл оған Скарлетт Берд жынына қарсы тұруға күш беретін заклинание жасағандай болды. Лорд кейіннің ұлы Мичинага әкесін табу үшін Семейдің үйіне дейін барды. Әкесінің бір түрлі жоқтығын көріп, ол лорд кейіннің қасында болуын өтінді және оны осында жіберді. Кейін ұлына өзінің жағдайын ешкімге айтпауды бұйырды. Өйткені егер оның әйелі немесе императоры бұл туралы білсе, ол үлкен қиындыққа тап болады. Мичинага Хирамаса мен Семаға әкесінің нәпсі құмарлықтан соқыр болғанына қарамастан, ол әлі де оны құтқаруды өтінгенін айтты. Осындай шын жүректен жалбарынғанын естіген Хирамаса жаңа күштердің толқынын сезінді. Ол алдағы сынаққа дайындалу үшін Мацу, Чу және Мацуамен бірге жаттығуды жалғастырды. Екеуі сол түні қызыл түсті жын құспен кездесуге аттанды. Олар төбеде тұрып, жеңімпазды анықтау үшін күрес сайысына қатысты. Хирамаса бұл ойын туралы алғаш естігенде, мұндай күшті және сымбатты жынмен
қалай күресуге болатынына қатты наразы болды. Бірақ Семей құлағына жоспарды сыбырлағаннан кейін ол Хирамастан қорқатындай келісті. Жынның бір ғана жеңіл соққысы оның шатырдан сырғып кетуіне себеп болды. Жын матчта жеңіске жетіп үлгергендей болды. Бірақ кенеттен Хирамаса карниздің астынан жын флейтасын тауып алды. Белгілі болғандай, Семей осы уақыт бойы дәл осы мақсатқа ұмтылған. Вермиллион құсының жын перісін зерттегенде барлық материалдарда оны кездестірген кез келген адам флейтада ойнағанын үнемі еститіні айтылған. Сол түні Хирамасаның назарын аударған әдемі дыбысты да жын шығарған. Хирамаса мұндай әдемі дыбыстың жыннан шыққанын білгенде таң қалды. Сем флейтада ойнау қабілетін басқа біреуден ұрлап кеткен болуы мүмкін деп болжады. Сонымен қатар жынның басқа да көптеген дағдылары. Бірақ Скарлетт Берджинның айтуынша, ол басқа да көптеген таланттарды ұрлағанымен, бұрын флейтада ойнау қабілеті өзінікі болған. Ол Скарлетт Гейтте бірнеше рет флейтада ойнаған. Ол тек осы талантының арқасында империялық емтихандардан өте алмады. Және ол қаншалықты жақсы ойнаса да, адамдарға ұнай алмады. Оның шеберлігін ешкім мойындамады. Өмірде жетістікке жету үшін флейтада ойнау жеткіліксіз болды. Оған одан да көп талант қажет болды. Бұл әуесқойлық оны білімді жас жігіттен осы жерді кезіп жүрген жиіркенішті жынға айналдырды. Сол түні Хирамаса оны кездестіргенде, ол тоқтап, жын флейтасымен үйлеседі. Вермиллион жын құсы бұған сенбеді және оны растау үшін Хирамасаның флейтада ойнағанын естігісі келді. Оның үстіне ол Хирамасаның өз флейтасын қолданғанын қалады. Хирамаса ойнай бастағанда бұл дыбыс жынды таңғалдырды. Содан кейін Семей флейтаны жынға беріп, Хирамасамен бірге ойнауын өтінді. Өз шеберлігін паш етіп, айналасындағылардың ықыласына бөлену мүмкіндігі ақыры оның көптен бері армандаған тілегін орындады. Ол бәс тігуде Хирамасадан ұтылмаса да, Лорд Кейннің денесін бәрібір қайтарып алды. Келесі күні таңертең Семей Кейнді үйіне жіберіп жатқанда, ол оған тағы да осындай тұзаққа түсіп қалмас үшін өз қалауын орындауға кеңес берді. Хирамаса тағы да Семейге көмекке мұқтаж болған тағы бір оқиғамен келді. Хирамаса оның келуге ниеті жоқ екенін айтты. Семейде Хирамаса әкелген істі қолға алғысы келмеді. Бірақ Хирамаса Семейден көмек сұрауға шешім қабылдамас бұрын, ең болмағанда оны тыңдауын өтінді. Кенеттен орта жастағы әйел пайда болды. Бұл әйел ауқатты отбасыларда жұмыс істейтін күн болатын. Ол Семейдің алдында тізе бүгіп, қожайынын құтқаруын өтінді. Ол Фудзио ханымға сілтеме жасап отыр. Кум Семейден бивада ойнайтын жас қыз туралы сұрауға келді. Ол Фудзио ханымға қатты ұнайтын қыз. Куманың айтуынша, 3 жыл бұрын Фудзио ханымның күйеуі қайтыс болғанда, ол көңілі қалған. Оны жұбатамын деп үміттеніп, достары оны жас ханым Кужомен таныстырды. Қыздың бивадағы тамаша жеке орындауы Фудзи ханымның жүрегіндегі мұңды жеңілдетуге көмектесті. Қыз аспапта ойнауды керемет меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге онымен кездескендердің барлығын оған тәнті ететін сиқырлы қуат берді. Алайда, шамамен 1 ай бұрын Леди Куджо кенеттен Леди Фудзионың музыкалық сабағына келуді тоқтатты. Миодзи аралынан бір әйел Леди Фудзиоға қонаққа келді. Содан кейін бірден Леди Куджо қайта пайда болды. Бірақ ол қазір түн ортасына дейін келмеді. Оның беті өте бозарып кетті. Содан бері Фудзио ханым өзін нашар сезіну белгілерін көрсете бастады. Қанатты тышқан құмға келіп, егер ол бірдеңе туралы алаңдаса, барып Семеймен кеңесу керектігін айтты. Семей бұл жағдайда мәселенің не екенін түсініп үлгерген сияқты және ол бірден құмға көмектесуге келісті. Ол бұл оқиғаның артында тұрған адам оны нысанаға алды деп сенді және Куджо ханыммен бұрыннан жаман нәрсе болған болуы мүмкін. Ол жағдайды бақылау үшін сол түні Фудзио ханымның резиденциясына баратынын айтты. Кум оған Фудзио ханымның ешкімнің оны көргісі келмейтінін ескертті. Сондықтан ол табылмау үшін өте сақ болу керек. Сол күні кешке Семей мен Хирамаса Фудзио ханымның сарайын тамашалауға барды. Хирамаса біртүрлі ештеңе байқамады. Куджо ханым мен Фудзио ханым өте жақын сөйлесті, ал жас ханымның музыкасы керемет естілді. Семей музыка қаншалықты әдемі естілсе де, бұл нәрселердің олардың назарын аударуына жол бермеу керектігін айтты. Бұл бәрібір жай ғана заклинание болды. Дыбыс неғұрлым таза болса, соғұрлым заклинание адамдардың жүрегіне оңай енеді. Екеуі әңгімеден ләззат алғандай көрінгенімен, Фудзио ханым кетіп бара жатқанда, Кужо әрең тік отырғандай әлсіздік белгілерін көрсете бастады. Ол кетіп бара жатқанда, Семей жағдайды бағалау үшін жақындай түсті. Ол қыздан шыққан хош иісті заттың қатты иісін байқады. Ол жүріп өткен жолды да бір түрлі топырақ басып қалды. Ол жерден хош иісті заттың дәл сондай күшті иісі шықты. Оны біраз уақыт тексергеннен кейін,
Сеймей ертең бұл жерге қайта ораламын деген қорытындыға келді. Келесі күні Хирамаса Сеймейге, Мацуучуға және Мацуиге тамақ әкелді. Бірақ оны ашып, жалғыз тамақтанды. Бұл Хирамасудың көңілін қалдырды. Сеймей Мацуучу мен Мацуаның адам емес, вистерия гүлдерінен туған таныс адамдар екенін түсіндірді. Олар тек Сеймейге көмектесу үшін келді. Хирамаса Сеймейдің осындай үлкен сарайда тұрғанда өзін жалғыз сезінетінін сұрады. Сеймей өзін шынымен жалғыз сезінетінін айтты. Бірақ адам болудың мәні әрқашан жалғыз болу. Ол біреудің онымен бірге тұратынына немесе тұрмайтынына мән бермеді. Олар сөйлесіп жатқанда қанатты тышқан қайта пайда болды. Ол екеуін де Анмодзи-кун айтқан әйел тұратын жартасты таудың басындағы үйге апарды. Хирамаса Анмодзидің өзінен әлдеқайда жас әйел екенін көріп таңғалды. Шом оған бұрын кездескен кезде сыртқы келбетіне алданып қалмауды ескертті. Ол 80 жастағы жігіттің кейпіне еніп, әйел оларды саке ішуге шақырды, бірақ екеуі де бас тартты. Содан кейін ол Лорд Кейн сияқты Сонг Рока ойынын ойнауды ұсынды. Ол жақсы көретін қыздың ықыласына ие болу үшін, оның төбесінде тышқанның қанатты таныстарын жасау үшін пайдаланылған сансыз иге құйрықтардың мәйіттері ілулі тұрған. Дәл осы жерге Сеймей мен Хирамасаны әкелген адам сияқты. Сеймейдің айтуынша, бұл әйел адамдарды алдап, жалықтырғаны үшін олардың жанын жалмап кеткен Анмодзи екен. Оның есімі Азияде Ман болатын. Ол Сеймейдің келу себебін бұрыннан білетін сияқты және бірден бивада ойнап жүрген қыз туралы сұрады. Сеймей ер адам қызға бір ғана кері сиқыр жасады деп күдіктенген. Бұл сиқыр марқұмның жанын оның денесіне қайтару үшін қолданылады. Басқаша айтқанда, Кужо ханым әлдеқашан қайтыс болған. Сеймейдің бұрын тапқан оғаш топырағы оның мәйіті жерленген жер еді. Хош иісті заттың қатты иісі шіріген дененің иісін жасыру үшін қолданылған. Неге жас қызға бұлай істеу керек болды? Оның айтуынша, бұл Фудзио ханымның қасына келіп, қыз өліп қалса да, оны қайта көргісі келетінін айтқандықтан болды. Сондықтан ол қыздың жанын шақырып, денесі қайтадан қозғалу үшін оны манипуляциялады. Бірақ егер осылай жалғаса берсе, Фудзио ханымның өмірлік күші мәйітпен ұзақ уақыт байланыста болғандықтан толығымен таусылатын еді. Ер адам бұған мән бермеді. Ол жай ғана әйел әлдеқашан өлген қыздың кесірінен қайтыс болса, қызық болар еді деп ойлады. Бұл ол үшін ойыннан басқа ештеңе емес еді. Ол қарғыс айтқан адам болды. Ал Сеймей өзі жасаған заклинаниелерді сейілтуге мәжбүр болды. Осылайша оның көңілін көтеретін бірдеңе болар еді. Сеймейді басқалар бағалайтын болса, оның адам өмірін жай ғана көңіл көтеру үшін алып кетуі Хирамасаны қатты ашуландырды. Сеймей оның бұл істен аулақ болғанын қалады. Сондықтан ол бір ғана кері сиқырды бұзып, Фудзи ханымның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Қайтар жолда Сеймей Хирамасаға қарғыстың сиқырдан өзгеше екенін түсіндірді. Қарғыс бір нәрсені қатты қалайтын адамнан туады. Бұл қарғысты басқаратын заклинание болса да, Сеймей Фуджо ханымға Куджо қыздың өліп қалғанын түсіндіруі керек еді. Сонда ғана ол оның тілегі дұрыс емес екенін түсінеді. Тек осылай ғана бір ғана кері заклинание жойылуы мүмкін. Екеуі бірге сарайға келіп, Фуджо ханымға бар шындықты айтты. Бірақ ол Сеймейдің айтқанына сенуден бас тартты. Соған қарамастан, ол оларға сол түні Кужоның сүйіктісімен кездесуге рұқсат беруге келісті. Әдеттегідей, қыз резиденцияға бивада ойнау үшін келді. Оның жанды сөзі қайтыс болған адамға мүлде ұқсамайтын. Сеймей қыздың шынымен өлгеніне көз жеткізу үшін жын шығару туралы сиқыр жасағысы келді. Сиқыр естілгенде Куджо қатты қиналды. Ол көк жалынға оранғандай болды. Хирамаса отбасын бірден тоқтатты. Өйткені мұндай қорқынышты көріністі көру оған төзгісіз болды. Әдетте жын шығару онша ауыртпайды. Бірақ ер адамның қарғысы жойылмағандықтан қыз қатты әрекет етті. Фуджо ханым қыздың қайтыс болғанын білді, бірақ бәрібір онымен бірге болғысы келді. Ал қыз да Фудзи ханымның қасында қалғысы келді. Сеймей қызға бұдан былай өзін мықты етіп көрсетпеуді бұйырды. Өйткені ол оның ауырсынуын және осы денеде қозғалу қиындықтарын көрді. Оның үстіне, егер олар осылай жалғаса берсе, Фудзио ханым ақыры өледі. Ер адамның оларға салған қарғысы жұп болды, және екеуі де өз қалауларынан бас тартқанға дейін ол жойылмайды. Куджо мен леди Фуджо шынымен жақын достар еді. Бір-бірінің арқасында олар өмірде көбірек қуаныш пен позитивке ие болды. Сондықтан олар ажырасқысы келмеді. Бірақ Фудзио ханымның оның кесірінен өліп қалуы мүмкін екенін естіген бойжеткен ханымның салауатты өмір сүру үшін кетуге шешім қабылдады. Осы кезде Сеймейдің сиқыры ақыры күшіне еніп,
қызды өзіне тиесілі жерге қайтарды. Ол келесі жолы жақсы өмір сүре алады деп үміттенемін. Хирамасаның айтуынша, Сеймейде Омиджи болғанымен, ол бұл адамға қарағанда әлдеқайда мейірімді болған. Мибу Тадами император сарайында шаршап шалдығып, шарасыз және ренішке толы кейіпте жүрген има позасында отырған аянышты елеседі. Оның арық, салбыраған бетінде әрқашан махаббаттың ізі қалған. Тадамидің ерні үнемі өлеңмен күбірлейтін. Сол түні Тадами біреуге шабуыл жасады. Сондықтан сот қызметкерлері оны қалай оқшаулау керектігін талқылау үшін жиналыс өткізуге мәжбүр болды. Тадами бір кездері атақты ақын болған. Өткен жылы сотта өткен көктемгі поэзия жиынында ол лорд Кейн Мариден жеңіліп, кейін қатты күйзелістен қайтыс болды. Көңілі қалған ол қазір сарайды кезіп жүрген кекшіл рухқа айналды. Хирамаса араласпау үшін алыста отырса да, басқа шенеуніктер одан көмек сұрауға келді. Хирамаса олармен бірге қатысудан бас тартты. Өйткені олар ақырында одан көмек алу үшін Сеймені табуды сұрайтынын білді. Ол далаға шығып бара жатып, кездейсоқ флейтада ойнап жүрген адамға тап болды. Әуеннің керемет болғаны сонша, ол тыңдауды қойды. Флейташы Ацуми мырзадан басқа ешкім емес еді. Хирамаса Ацумидің құпия әуенді үйрену үшін Астанадан кеткенін естіп, әлемді мақтап, оның шынымен де сүйкімді екенін айтты. Егер бұл мүмкін болса, ол оны мәңгі тыңдағысы келеді. Олар басқа сот қызметкерлерімен кездесу үшін бірге ішке кірді. Ацуми Хирамаса мен Сеймейдің қаншалықты жақын екенін көріп таң қалды. Хирамаса оның Сеймеймен онша жақын емес екенін айтты. Барлығы оны дұрыс түсінбеді және егер ол сұраса, Сеймей көмектесуге келіседі деп ойлады. Екінші жағынан, сот қызметкерлері Тадамидің зұлымдықтан қайтыс болуы ер адамның әлсіздігінің белгісі деп есептеді. Бірақ Ацуми бұл кейбіреулер үшін қателік болуы мүмкін деп ойлады. Бір нәрсеге қол жеткізу және бір нәрсені меңгеру үшін бар күш-жігерін салғандар, егер олар шыдаса, көңілсіздіктен өлуі мүмкін. Олар сәттілікке бірақ қадам қалғанда да сәтсіздікке ұшырады. Хирамаса қайтып келгенде, басқа сот қызметкерлері бірден рухтар мен жындарға қатысты мәселелер оларға қатысты емес екенін және мұндай нәрселермен айналысу Омиджидің міндеті екенін айтты. Олар Хирамасаның барып, Шомеден бұл мәселені дұрыс шешуін сұрағанын қалады. Немесе ол жағдайды өзі шешіп, Тадамидің адамдарға немесе сарайға зиянын тигізіп жатқанын біліп, содан кейін Сеймейден көмек сұрау керек пе, жоқ па, соны шеше алар еді. Бұл жолы Сеймей Хирамасаға көмек сұрамай ақ өз бетімен көмектесуге келді. Сеймейдің айтуынша, біреу одан сарайға келіп, кекшіл рухты мөрмен бекітуін өтінген. Ол Хирамасудан осы рухпен бұрын соңды кездеспегенін сұрады. Хирамаса рухты көріп қана қоймай, тірі кезінде лорд Тадаспен кездескенін айтты. Поэзия сыншыларының жиналысы кезінде, сол іс-шарада сарай ханымдары мен дворяндары сол және оңшыл топтарға бөлінді. Кім ең жақсы өлең жаза алатынын білу үшін жарыса отырып, олар бір-біріне өлең жазу тақырыптарын тағайындады. Лорд Тадами солшыл фракцияның ақыны болды. Ал Хирамаса оңшыл фракцияның музыкалық сүйемелдеуін орындады. Жарыс кезінде лорд Тадами лорд Канамариден жеңіліп қалды. Хирамасаның көзінше Тадами өте жақсы адам болған. Тіпті Хирамасаның жау жағында екенін білген. Хирамасаның өнер көрсетуде қиналып жатқанын көрген сайын, Тадами оған көмектесуге әрқашан ынталы болатын. Мұндай мейірімді адам кекшіл рухқа айналады деп кім ойлаған? Хирамаса Тадамидің поэзияны шынымен жақсы көретінін көрді. Ол өлгеннен кейін де өлең оқуды жалғастырды. Сондықтан ол Тадамидің арам ниетті адам екеніне сене алмады. Ол Сеймейден оны шынымен оқшаулау керек пе, жоқ па, оны жай ғана жалғыз қалдыра аламыз ба деп сұрады. Сеймейдің айтуынша, Тадами рухы сарайда бір жыл бойы пайда болған. Сондықтан оны тығыздау өте қиын болар еді. Дәл осы уақытта кекшіл Тадами рухы пайда болды. Сеймей сиқыр жасамақ болды. Ал аспанда қара бұлттардың үлкен құйыны пайда болып, бүкіл сарайды жауып тұрды. Сеймей күдіктенгендей, Тадами сарайдың рухани желілеріне қосылды, және егер олар оны күшпен жабуға тырысса, олар одан да зұлымдықты тудыруы мүмкін. Рух, олар Тадамидің әлі күнге дейін өкінетін нәрселерін анықтап, оларды біртіндеп шешуі керек еді. Келесі күні таңертең екеуі себебін анықтау үшін Тадами қайтыс болғанға дейін тұрған үйге баруға шешім қабылдады. Ондағы күзетші оларға поэзия кеші аяқталғаннан кейін лорд Тадамидің тәбеті жоғалғанын айтты. Олар оны қанша көндірсе де, ол тамақ ішуден бас тартты және жай ғана отырып, оның жеңілуіне себеп болған өлеңді оқыды. Күн өткен сайын осылай өтіп жатты. Ол бірте-бірте қурап, бар күшін жоғалтып, ақыры аштықтан өлді. Бұрын талай рет жеңіліп қалса да, мұндай дәрежеге дейін ешқашан депрессияға ұшыраған емес. Басқаша айтқанда, бұл поэзия байқауы Тадами үшін көп нәрсені білдірді. Семе зерттеу үшін Тадами қалдырған заттарды алуды өтінді
бірақ Хирамасаға бәрін өзі алып жүруді тапсырды. Тадами мырза өте еңбекқор адам болды, және оның барлық мүлкі өлең кітаптарынан тұрды. Оның соттағы жағдайы жақсы болған жоқ, және ол өте қарапайым өмір сүрген болуы мүмкін. Ол сияқты адамдар үшін соттағы поэтикалық жиындар олардың талантын көрсетуге және императордың назарын аударуға сирек мүмкіндік болды. Ол бар аз ғана жалақысын поэзияны зерттеу үшін материалдар мен кітаптар сатып алуға жұмсады. Ол осы поэзия жинағына барлығын салды деп айта аламыз. Жоғалту және жоғарылау мүмкіндігін жіберіп алу оның көңілін қалдырды. Сеймей Тадами мырзаның неге сонша ашуланғанын түсінген болуы мүмкін деді. Олар Канамариге бірге қонаққа барды. Сеймей Канамаридің Тадамиді жеңу үшін қолданған өлеңін оқып, бұл өлеңнің өз шығармасы емес екенін айтты. Сеймей бұл өлеңді ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ежелгі поэзия антологиясынан тапты. Сол кезде Қабыл Мари бұл өлеңді жолдағы қаңғыбастан естігенін мойындады. Ол бұл өлеңді махаббат тақырыбына өте жақсы сәйкес келеді деп ойлады. Сондықтан оны ескі кітапта жазылғанын білмесе де, оны Тадаспен жарыста қолданды. Тадами Канамаридің плагиат жасағанын білген болуы мүмкін, бірақ поэзия кешінде бұл туралы айта алмады. Жоғары лауазымды шенеуніктердің алдында өлеңнің ескі мәтіннен алынғанын көрсету олардың әдеби танымына күмән келтірумен бірдей болар еді. Дәл осы себепті Тадами шындықты білсе де, ол әлі де өз ойын айта алмады. Қайтар жолда Сеймей Тадамиге қатысты әділеттілікті қалпына келтіру үшін тағы бір поэтикалық сын жиналысын өткізгісі келді. Мен оның тыныштық тауып, әрі қарай жүре алатынына үміттендім. Ол Хирамасудан рухтардан қорықпай, Тадами өлеңін орындай алатын адамды табуды өтінді. Хирамаса дереу Ацумиді іздеді. Олар император сарайында сөйлесіп жатқанда Тадами өтіп бара жатты. Канамари батылдықпен Тадамиге жүгіріп барып, қайтадан бәсекеге түскісі келетінін мойындады, және сол күні императорға өзінің алдауы туралы айтып, Тадамидің жеңісін қайтаруға уәде берді. Бірақ кекшіл рух тынышталудың орнына жынға айналды. Мұның басқа себебі болуы мүмкін. Содан кейін Канамари поэтикалық кездесу күні Тадамидің ақ қалпақ киген адаммен бет келгенін есіне алды. Мүмкін бұл адам оның өлімімен байланысты болуы мүмкін. Келесі күні Сеймейдің Тадами жаттығуын орындай алмағаны туралы хабар бүкіл сарайға тарады. Көптеген сот қызметкерлері оның ақыр соңында қарапайым түлкі рухының баласы екенін айтты. Олар сондай-ақ оның миодзи шеберлігін пайдаланғаннан гөрі императорға жағымпазданғаны жақсы деп мәлімдеді. Алайда Сеймей мұндай жаман өсектерге мүлдем алаңдамайтын сияқты. Егер ол жала жабылғанына шынымен ашуланса, олардың барлығына өлім қарғысын жіберген болар еді. Кеше түнде ол лорд Тадамидің соншалықты ашы сөйлеуінің себебі оның лорд Канамариден жеңілгені емес екенін түсінді. Оған дұрыс шешім табу үшін тергеуді жалғастыру керек сияқты. Сеймей кейбір құжаттарды оқып жатқанда, кенеттен оның кеңсесіне үлкен қара мысық кіріп кетті. Оның артынан император сарайында жұмыс істейтін Ясунори мен Миодзи келді. Ол Сеймейге император оған Тадами мырзаның кекшіл рухын толық көрсетуге бұйрық бергенін хабарлауға келді. Тадамидің әкесі ақын болғандықтан, ұлының өлімінің себебін білуі мүмкін. Сондықтан Хирамаса таңертең ерте Семаны әкесімен кездесу үшін туған қаласы Тадамиге сүйреп апарды. Тадамидің әкесі Татамин поэзия әлемінің шебері болған. Сеймей оған Тадамидің заттарының арасынан табылған әртүрлі қылқаламмен жазылған екі қолжазба үлгісін көрсетті. Ол қара сиямен жазылған өлеңдер көбінесе жақсы шығатынын атап өтті. Ұлының құпиясы ашылғанын көрген Татаминнің Семаға адал мойындаудан басқа амалы қалмады. Ол ұлының барлық өлеңдерін өзі жазбағанын айтты. Тадамидің поэзияға деген таланты болмаған, бірақ оны қатты жақсы көретін. Мүмкін, сол себепті оны жын қолданған. Бірнеше жыл бұрын Тадамидің поэзиясы кенеттен айтарлықтай жақсарды. Бұл Татаминаға күдікті болып көрінді. Сондықтан ол ұлының соңынан еріп, оның таудың арғы жағындағы жынмен жиі кездесетінін көрді. Бірақ қорқыныштан ол бұл туралы ешкімге, тіпті ұлына да айтуға батылы бармады. Тадамидің поэтикалық жиын үшін пайдаланған махаббат тақырыбындағы өлеңін осы жын жазған болуы әбден мүмкін. Тадами сияқты адам басқа біреудің жұмысын плагиатпен айналысады деп кім ойлаған? Сем поэзия жиналысы кезінде лорд Тадами жын берген өлеңі үшін жеңіліп қалды деп күдіктенді. Бұған ашуланған жын Тадамидің өмірін қиған болуы мүмкін. Бірақ олар шындықты білу үшін әлі де жын табуы керек еді. Және Сеймейге Тадами емес, жын керек болуы әбден мүмкін. Таудың арғы жағындағы ағаштың жанында Сеймей жынның жазған өлеңін оқып, өлеңнің мүлдем бос және мағынасыз екенін түсіндірді. Қорлауға ашуланған жын бірден пайда болып,
Семейге оның өлеңін сынағаны үшін сөгіс берді. Ол Семей сияқты тәкаппар адам бұл өлеңдердің терең мағынасын ешқашан түсіне алмайтынын айтты. Хирамаса Тадамиге өлгенше қарғыс айтқан жын ба деп сұрады. Бірақ жын бұл туралы білмеді. Тадамидің өлгенін естігенде жын қатты жылай бастады. Ол Тадамидің өлгенін білмеді. Осы уақыт бойы ол оны таудың басында күтіп тұрды. Оның жалғыз досына еш зияны тимес еді. Бұрын Тадами бір кездері өзінің ақындық талантының жоқтығынан қатты үмітін үзгені сонша, ол дәл осы тау шыңында өз-өзіне қол жұмсауды ойлаған. Дәл осы жын Тадамидің сол кезде оның өлеңдерін қолдануына кедергі болды. Ол Тадамиден ақындық сын байқауында жеңіске жетуді қалайтынын сұрады, және бұл үшін оған көмектесетінін айтты. Бір кезеңде жын оның ақындық қабілетінің қазіргі дәуірде өзектілігін білгісі келді. Бірақ Тадаспен көбірек уақыт өткізгеннен кейін ол жынның өміріне жаңа өзгерістер енгізді. Олар жақын дос болып, бірге өлең жазып, алған әсерлерімен бөлісіп, бір-бірін жан-жақты жігерлендірді. Тадами байқауға қатысты, ал жын Тадами ұсынған идеяларға негізделген өлеңдер жазды. Олар тамаша үйлесімділікте бірге жұмыс істеді. Жын оның өлеңдерінің орындалғанына риза болды. Ал Тадами даңққа ие болды, және бәрі жақсы болар еді. Бірақ императорлық поэтикалық сыншылар жиналысында Тадами өлеңді өзі жазып, оны қарауға ұсынды. Бұл өлең Канемариден жеңіліп қалды. Жын императорға лорд Канемаридің алдап жүргені туралы ескертуі мүмкін еді, бірақ ол мұны істемеді. Осы себепті ол Тадами оған қатты ренжіген болуы керек деп ойлады. Тадами енді жынмен бірге өлең жазғысы келмейтінін айтты. Өйткені ол өзін жеңгісі келеді. Жын Семадан оны Тадамимен кездесуге апаруын өтінді. Өйткені оның ішіндегі өшпенділікті сейілте алатын жалғыз адам болуы мүмкін. Сол түні қатты жаңбыр жауып, әдеттегідей Тадами император сарайын аралап, менің махаббатым туралы әңгіме айтып жатқанда, жын оны шақырды. Ол соңғы кездері оның санасы барған сайын бұлыңғыр болып бара жатқандай болды. Ол енді өзі жазған өлеңін есіне түсіре алмады. Ол да білмей адамдарға зиянын тигізіп жатқанын білмеді. Жын Тадамидің поэзиясыны байқауында жеңіске жетуіне көмектеспегендіктен бе деп сұрады. Тадами бұл себеп емес екенін айтты. Қабыл Мари жынның өлеңін оқығанда ол шынымен бақытты болды. Ол шынымен де өзі жазған алғашқы шедеврдің жынның шығармашылығынан асып түсетінін білгісі келді. Дегенмен, ол әлі де жеңе алмады. Ол досына қарсы тұру үшін өзі жын болу керек деген ойға келді. Бірақ ол олай етпеді. Оның өзі ойлағандай жын болу қабілеті бар. Өлең жазу процесіне қызығып, досымен тең болғысы келіп, ол өлуге бел буды. Жын онымен соңғы рет күрескісі келді. Бірақ Тадами дәл қазір оның санасы бос екенін, және ол ештеңе туралы мүлде ойлай алмайтынын айтты. Ол сондай-ақ Семейден оны жаттықтыруды өтінді. Өйткені ол енді бұл жерде аянышты, кекшіл рухта қалғысы келмеді. Семей Тадамидің соңғы тілегін орындады. Жын да, Хирамаса да мұны қаламады. Олар Тадамидің құмарлығын қайта жандандыруға үміттенді. Бірақ тым кеш болды. Тадами бұл дүниеден мәңгілікке кетті. Императордың Семаға берген тапсырмасы да орындалды. Хирамасус бірнеше минут бұрын Тадами тағы да өлең жазуға ниет білдіргенін айтты. Алайда Семей оған тапсырма беруден тартынбады. Семейді әрқашан ақ көңіл адам ретінде көретінін ескерсек, мұның бәрі бекер болғаны қандай ұят. Келесі күні Хирамаса Тадамиге арнағысы келген Ацуми мырзаның флейтада ойнауды үйренді. Ол тіпті Семейдің бір күн бұрын істегеніне ашуланып, Семейді танымайтындай кейіп танытты. Бір түрлі қыз туралы қауесет елорданың түкпір-түкпіріне тарап кетті. Кәдімгі асыл ханымдардан айырмашылығы, ол барлық уақытын жәндіктерге табынумен өткізді. Адамдар оның нағыз жәндіктер ханшайымы екенін айтты. Бұл қыз Суюко болатын. Әкесі оған әйелдің шынайы бақыты күн сайын жәндіктерге әуестенбей, жақсы адамға тұрмысқа шығу екенін үнемі еске салып отырды. Бірақ қыз оның кеңесіне мән бермеген сияқты. Семей көлдің жағасында отырып, саке ішіп отырғанда, Мичинага оны алуға келді. Ол не болып жатқанын тыңдамай-ақ, Семейден жақсылық сұрағысы келетінін айтты. Семей өте бос емес екенін, және ұсақ-түйек тапсырмаларды орындауға уақыты жоқ екенін айтып, бірден бас тартты. Мичинага мұндай жағдайда оның орнына Хирамасуды сұрап, кейін қайтып келетінін айтты. Хирамасаның атын естіген Семей тез арада шешімін өзгертті. Енді ол Мичинаганың қандай өтінішпен келгенін естігісі келді. Бірінші, Мичинага соңғы рет Сузаку жынымен болған оқиға кезінде әкесіне көмектескені үшін Семейге алғысын білдірді. Бүгінгі күнге келетін болсақ,
ол осында болды. Өйткені Цуюко ханымның әкесі Такабана Сануки мырза одан қызына қатысты мәселені көтеруін өтінді. Бала кезінен бастап Цуюко ханым басқа балалардан мүлдем өзгеше болды. Ол өзін асыл жас ханым сияқты ұстамады. Ол шаяндарды аулау үшін өзенге жиі баратын, гүл теру үшін ағаштарға өрмелейтін және жәндіктерді аулайтын. Жас келіншектің шынжыр табандарға деген сүйіспеншілігі ерекше болды және оларды үй жануарлары ретінде ұстай бастады. Сеймей бұл қызды өте қызықты деп тапты. Алайда сарайда тұратындардың өсек аяңына байланысты кейбір арам ниетті адамдар оны жәндіктер ханшайымы деп атаған. Неке жасына жеткеніне қарамастан, жас келіншек қастарын жұлмай, боянбай, тістерін боямаған. Сануки мырза осылай жалғаса берсе, қызы ешқашан күйеу таппайды деп қорықты. Шарасыздықтан ол көмек сұрады. Ол Сануки ханымға хабарласып, қызының жәндіктерге деген қызығушылығын жоғалту үшін қолдан келгеннің бәрін жасауын өтінді. Сұраныс оның қызына деген сүйіспеншілігіне қатты әсер етті. Бірақ оның ұсынған әдісі қызын қатты ренжітуі мүмкін. Ол қыздың жәндіктерді аулақ ұстағысы келмеуі үшін улы затты қолданғысы келді. Оған тек оның барлық нұсқауларын орындау жеткілікті болды. Бірінші, ол 10 күннен кейін ашу үшін қызының төсегінің астына бос құмыраны қойды. Содан кейін ол құмыраны тағы 10 күн көміп тастайтын. Ал оны қайта ашқанда ішінде кішкентай жәндік пайда болатын. Ол қызының үйінде мұндай ұсқынсыз жәндік ұстағысы келмейді деп ойлады. Алайда оны таң қалдырғаны Цухуко ханым оған қатты қызығушылық танытты. Ол бұл тіршілік иесін сүйкімді деп тауып, оны қара құрт деп атады және оны үй жануары ретінде ұстауға шешім қабылдады. Содан бері қара құрт күннен күнге өсіп келеді. Кішкентай, саусақ өлшеміндегі тіршілік иесінен ол баланың өлшеміне дейін өсті. Сеймей мұндай нәрселермен айналысуды өте қиын деп тапты. Сеймейдің үлкен ағасы Кама Ясунори Хирамасаны іздеп келді. Ол Хирамасаға Тадамиден жын шығару императордың тікелей бұйрығы екенін айтты. Ол сондай ақ Хирамасаға Сеймеймен қарым-қатынаста абай болуды ескертті. Өйткені императордың қолдауынсыз ол және Сеймей сияқты он миетомен айналысатындарды қарапайым халық жын перілер ретінде қабылдады. Сеймей Цуюко ханымның резиденциясына жеке өзі барды. Сыртта ол туралы өсек айтып жүргендер көп болды. Бірақ іштей ол балаларға өздері тапқан жәндіктер туралы әңгімелерін қуана айтып берді. Ол тіпті олардың әрқайсысының атын атады. Сеймейді көргенде ол оны өзінің қара құртына қонаққа апарды. Ол үшін қара құрт жұмбақ жаратылыс болды және ол оның пайда болған күнін асыға күтті. Оның пілінен құтылды. Сеймнің айтуынша, бұл ақыр соңында қызыл құрт болды. Ал ол піледен шыққан кезде ол өте зұлым болды. Қызыл құрт улы заттардан туған жәндіктердің бір түрі болды. Және ол піледен шыққаннан кейін оны жек көрушілікпен өсірген кез келген адамды өлгенше қарғайды. Цухуко ханым ешкімге деген өшпенділігі жоқ екенін айтты. Бірақ әр адамның жүрегінде жаман ниет бар ма? Қызыл құрт бұл жасырын ойды сезді. Сеймей болашақта болатын зиянның алдын алу үшін оны дереу пайдаланғысы келді. Бірақ ол Хирамасаның Тадами мырзамен жаттығу жасап жатқан түні айтқан сөздерін есіне алды. Ол Цуюкоға Каконынан қара құрт шыққанша күтетінін айтты. Егер ол шынымен зиянды болып шықса, ол оны қолдану үшін әрекет етеді. Цуюко Сеймейге қара құртқа осындай адамгершілікпен қарағаны үшін өте риза болды. Оның бақшасын қарап отырып, Сеймей оның Қытай тамыры деп аталатын өсімдік өсіргенін байқап, басқа жерге отырғызу үшін тұқым алуға болатынын сұрады. Олар сөйлесіп жатқанда, кенет ағаштың діңіне қара құрт ұшып кетті. Цуюко піллә жасау үшін жібек иретінін түсіндірді. Бұл бүгін түнде олар қара құрттың зиянды тіршілік иесі екенін немесе жоқ екенін білетінін білдірді. Ясуноридің айтқанын ойлап отырған Хирамасаға Ацуи келді. Ацуи Сузаку жынының Хирамасаға берген флейтада ойнап көргісі келді. Бірақ ол оны қалай ойнауды білмейтінін білді. Сузаку жынынан басқа флейтада ойнауды білетін жалғыз Хирамаса болған сияқты. Хирамас Сеймейдің императордың бұйрығымен шайтанды Тадамиден қуып жібергенін білсе де, ол әлі де өзін жақсы сезінбеді. Даман оның қасына келіп, сол түні оны ерекше жерге ертіп барғанын қалайтынын айтты. Сеймей мен Цуюко ханым бірге отырып, қара құрттың піләден шығып кететін сәтін күтіп отырды. Ол Сеймейге ерлердің киімін ер адам болғысы келгендіктен емес, бұл киім оның іс-әрекетіне ыңғайлырақ болғандықтан киетінін мойындады. Бірақ онымен сөйлескісі келмеді. Ол қара құрт туралы бар шындықты білді. Оның әкесі де істегені үшін кешірім сұрады. Бірақ ол қызына тек жақсылық тілейтінін түсіндірді. Ол Онмиджиден көмек сұрады. Өйткені оған ешкім үйленгісі келмейді деп қорықты. Алайда
Цуюко оның әйелі рөліне сәйкес келмейтініне сенді. Ол өзі бола алатын кезде ғана өзін бақытты сезінді. Ол кісі де өзімен бірге Хиромасаны алып келген. Ол Цуюконың қара құртының пілләнен шыққан сәтін тағатсыздана күтті. Сол сәтте ол қара құртты алып, оны өзінің шикигамиіне айналдыруды жоспарлады. Цуюко қара құрт қаншалықты ұсқынсыз көрінсе де, оны оған бермейтінін айтты. Демент бұған жала жабу, жалған айып тағу және Цуюконы бейтаныс адамдардан оқшаулау себеп болғанын айтты. Оның үстіне, бұл оның әкесі лорд Сенукиге деген реніш пен қорлықты қамтыды. Цуюко ол туралы айтылғандарға қатты қайғырып, ренжігенімен оның өміріне әсер етуіне жол бермейтінін айтты. Оның үстіне ол ешкімді соншалықты жек көрмеді. Сеймей егер қара құрт пілләден шығып, барлығына қауіпті болып қалса, оған көмектесуге уәде берді. Мұны естіген Хиромаса олардың жағына шығып, ер адамға қарсы шығып, оның қара құртты алып кетуіне жол бермеді. Ер адам мен Сеймей бетпе-бет келгенде, Сеймей қара құрттың пілләне бойтұмар тағып, Хиромасадан флейтада ойнауды өтінді. Сыбызғының дыбысы пілләден жұмыртқадан шығу процесін тездеткендей болды. Қара құрттың ерекшелігі мынада, улы заттардан туған тіршілік иелері әдетте ұсқынсыз болғанымен, Цуюконың сүйіспеншілігімен тәрбиеленген қара құрт өте әдемі көбелекке айналды. Ол болашақта ешқандай зиян келтірмейді. Хиромаса мен Сеймей түсініспеушіліктерін шешіп, қайтадан жақын болды. Хиромаса Сеймейге қонаққа бір себет саңырауқұлақ келді. Ол оған дайындаған сыйлығын ұнатады деп үміттенді. Хиромаса Сеймейдің сыйлықтың кем дегенде бір рет керемет екенін айтқанын қалады. Бірақ содан кейін ол Сеймейдің тіпті оның атын дұрыс атамағанын түсінді. Өз ойына батып, кішкентай бала Сеймейдің резиденциясынан жүгіріп шығып, Хиромасаға соғылып, нефрит қабыршағын тастап кетті. Бала ештеңе айтпады да, тез кетіп қалды. Хиромаса резиденцияға саңырауқұлақтар себетімен кіріп, Сеймеймен бірге үшуді көздеді. Бірақ Сеймей одан бас тартты. Ол жаңа ғана қолға алған ісімен айналысып жатқанын айтты. Биойын ғибадатханасының монахы одан жіберген жәндіктерін анықтауды өтінді. Олар күн сайын таңертең негізгі залда пайда болып, Сеймейге жіберілгендіктен олардың бәрі өліп жатты. Монах оған көмегі үшін Тәнси үйден сирек кездесетін жазбалар жинағын беруді ұсынды. Сеймей Хиромасадан оған не үшін келгенін сұрады. Хиромаса күтпеген жерден Сеймейден өзінің шын есімі есінде ме деп сұрады. Сеймей Хиромасаның императордың немере ағасы екенін есіне алып қана қоймай, білген. Егер ол мұны соншалықты жақсы білсе, неге ол ешқашан Хиромасаны атымен атамаған? Хиромаса бүгін Сеймейдің қасында болу үшін келді. Ол осындай үлкен үйде жалғыз тұрғанда, Сеймей өзін жалғыз сезінетін шығар деп ойлады. Хиромаса Сеймейден бұрын кіре берісте көрген жасыл шашты бала туралы сұрады. Сеймей баланың анасының аман есен босануына көмектесетін бойтұмар сұрауға келгенін түсіндірді. Егер бәрі ойдағыдай болса, ертең таңертең Камо өзенінің жағасында ерекше жағдай орын алуы мүмкін. Бұл 1000 жылда бір рет болатын сирек кездесетін оқиға. Хиромаса осында болғандықтан, Сеймей монах жіберген қызықсыз жәндіктермен салыстырғанда, оқиғаның куәсі болу үшін таңға дейін күткеннен кейін оларға бірге бірдеңе жасауды ұсынды. Хиромаса Сеймейге әлдеқайда қызықты болып көрінді. Сеймей барлығы 262 жәндіктерді санады. Олардың кейбіреулері өте оғаш болды. Хиромаса Сеймеймен бірге сусын ішкісі келді, бірақ Сеймей әлі де жәндіктермен айналысты. Хиромаса мұнда келген сайын резиденциялар әдеттен тыс тыныш болатынын айтты. Сеймей Хиромаса оның өміріне келгеннен бері ол ешқашан бұрынғыдай тыныш болмағанын айтты. Ол бұл туралы айта салысымен зеріккен Цуюко Сеймейді іздеп жүгірді. Ол оның бақшасынан күн сәулесі аз түсетін жер тауып, ерекше өсімдік түрін отырғызғысы келді. Цикада дернәсілдері оқиғасынан кейін ол Сеймей тұрғындарына отырғызу үшін сирек тамырларды, түйнектерді немесе тұқымдарды әкелді. Хиромаса Цуюкодан қара шар туралы сұрады. Тұман Цуюко қалпағын тез шешіп алды. Ал үлкен қара шар Сеймейдің арқасында әлдеқайда кішірек және сүйкімді болды. Цуюко Сеймейдің бақшасына гүл егуді аяқтағанын және олар келесі күзде асыл қалпақтарды еске түсіретін әдемі жасыл гүлдермен гүлдейтінін айтты. Бұл өсімдік аконитум деп аталады. Ол улы, бірақ дұрыс пайдаланылса, жүрек ауруына қарсы құнды ем бола алады. Хиромаса бұл гүлдің Сеймейге қатты ұқсайтынын байқады. Ол да императордың заңсыз бұйрығын орындамайынша жақсы адам болған. Мен мисс Цуюкоға жүгінемін. Сеймей оны аурудан емдейтін дәрі сияқты болды. Ол сонда болғандықтан, олар оны монах жіберген оғаш жәндіктерді көруге апарды. Оларды көргенде, ол бұрын соңды мұндай тіршілік иелерін көрмегендіктен,
олардың әдемі екенін айтты. Барлық жәндіктер бірдей деп ойлаған Хиромаса мен Сеймейден айырмашылығы Суюко олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар екенін байқады. Дегенмен, олардың кейбіреулері шынымен бірдей көрінді. Менің ойымша, сол күні Сеймейдің зәулім үйінде көптеген құрметті қонақтар болған сияқты. Ацуми мырза да бір бөтелке шарап әкеліп, Сеймейді өзімен бірге ішуге шақырды. Хиромаса мен Мист Суюко жәндіктерді сұрыптаумен айналысып жатқанда, екеуі шарап ішіп отырды. Ацуми Хиромасуды көпшілік жақсы көрсе де, оның достары өте аз екенін байқады. Сондықтан Сеймейдің қасында шәкіртін көрген Ацуми қуанып мақтан тұтты. Хиромаса болса, Сеймеймен бірге шарап ішкісі келді. Бірақ Суюко оның жұмысы біткенше кетуін қаламады. Ацуми Сеймейдің шәкіртіне жақсы қарағанын қалады. Адамдар Хиромасаны түлкінің баласы деп жиі айтса да, Ацуми оның жақсы адам екеніне және Хиромасамен жақсы дос болатынына сенді. Оның үстіне Хиромаса әрқашан Сеймейге алаңдайтын сияқты. Ол Сеймейге жиі баратын. Өйткені ол сарайда жалғыз қаламын ба деп қорқатын. Ол тіпті Сеймейдің барлығын итеріп жіберуге тырысқанын айтты. Хиромаса кездейсоқ жәндіктердің бірін басып, дәлізде дүрбелең тудырды. Сеймей мен Ацуми жағдайды тексеруге келді. Бір қызығы, Хиромаса жәндікті басқаннан кейін жәндік жоғалып кетті. Ал Хиромасаның аяғында бір түрлі Қытай таңбасы пайда болды. Бұл таңба ештеңені білдірмеді. Барлығы иероглиф жәндіктер жойылған кездегі бос орынды білдіреді, немесе бұл олардың осы уақытқа дейінгі күш жігерінің пайдасыздығын білдіреді деп ойлады. Ол сондай-ақ тыйым салынған нәрсені көрсетуі, немесе мүлдем басқа мағынаға ие болуы мүмкін. Ол жерде барлығы 262 жәндік болған. Бұл санды естіген Ацуми кенеттен 262 таңбадан тұратын бірдеңе туралы ойлады. Шомацу мен Йоруцуға телефон соғып, оның хатын Байинг Ца ғибадатханасына жіберуге дайындауды бұйырды. Сол күні кешке төртеуі көл жағасында отырып, шарап ішіп, әңгімелесіп отырды. Хиромаса ханым Суюконың Ацумимен таныс екеніне таңғалды. Ол Ацуми мырзаның өсімдіктерге деген құмарлығымен бөлісетінін түсіндірді. Олар осылай кездесті. Ацуми мырза өте ерекше адам болды. Ол өмірдің көптеген салалары туралы көп білетін. Музыка, поэзия, садағату, ол бәрін дерлік жасай алатын. Хиромаса Сеймейден олардың нақты не күтіп тұрғанын сұрады. Сеймей олар Баянса ғибадатханасынан жауап күтеміз деп жауап берді. Осы кезде ұшақ тәрізді бүктелген хат ұшып өтіп, Сеймейдің қолына қонды. Дәл Сеймей болжағандай, жәндіктердің шынайы түрі, жүрек сутрасы, 262 таңбадан тұратын буддалық жазба. Оның 21-і Қытай таңбасы, ештеңе емес. Түстен кейін Сеймей бұл туралы Баянса ғибадатханасына хат жолдады. Олар сутра ұзақ уақыт бойы шаң басқан сутра залында жатыр деп жауап берді. Және одан барлық иероглифтер жоғалып кетті. Оны ұзақ уақыт бойы ешкім оқымағандықтан, иероглифтер ғибадатхананың айналасында қозғалатын жәндіктерге айналды. Жәндіктер, монахтар жүрек сутрасын жиі оқыса ғана пайда болады. Бұл мәселе сәтті шешілді. Жәндіктерге келетін болсақ, Тұман Суюко оларды кәдесый ретінде қайтарып алды. Хиромаса флейтада ойнауды ғана білетіндіктен, Ацумиге көп нәрсені білгені үшін қызғанышпен қарайтынын айтты. Бірақ шын мәнінде Хиромасаның флейтада ойнауы да таңғалдырды. Оның флейта дыбыстары Сеймейдің сиқырларымен үйлескенде керемет нәтиже берді. Бұл тіпті қара шарды құтқарды. Мист Суюко Хиромасаның олар үшін флейтада ойнағанын қалады. Ал музыка өте әсерлі болды. Мист Суюко мен Ацуми мырза кеткеннен кейін Хиромаса мен Сеймей бірге ішуді жалғастырды. Сеймей Хиромасамен алғашқы кездесуін есіне алып, оған жауап бермеу керек деп ойлады. Егер олай етпесе, Хиромаса оған соншалықты жақын болмас еді. Хиромасаның ұйықтап жатқанын көрген Сеймей Мацу мен Йорудан оны бөлмесіне ұйықтауға апаруын өтінді. Келесі күні таңертең олар өзен жағасына барып, 1000 жылда бір рет болатын оқиғаның куәсі болды. Бұл туралы Сеймей бұрын айтқан болатын. Біраз күткеннен кейін олар өзеннің осы бөлігінен ұшып бара жатқан 3 айдаһар ананы көрді. Сол кезде Хиромаса бір күн бұрын зәулім үйдің қақпасында кездескен баланың айдаһар анасына қауіпсіздік бойтұмарын сұрауға келгенін түсінді. Бүгін оның анасы сәтті босанды және Капитолийге жаңбыр жаудыру үшін жұмысына қайта оралды. Олар кемпір қосаққа тамсанғаннан кейін, олар енді кеткелі тұрған кезде кенеттен ақ түтін пайда болды. Қолында қағаз парағы бар жаппай жын пайда болып, Сеймейге зиян келтірмек болды. Хиромаса қарсылық көрсету үшін Сеймеймен ынтымақтасуға бар күшін салғанымен, бұл жын өте күшті болып көрінді. Ол Сеймейді есінен тандырды. Хиромаса Сеймейді Сеймейдің үлкен ұлы Ясунори мырза күтіп тұрған сарайға апарды.
олар Сеймейді бөлмесіне алып кетті. Хирамаса Ясунориге жындың қолынан шыққан жәндік Сеймейдің аузына кіріп кеткенін айтты. Ясунори оны бірден қызыл саусақты дернәсіл деп таныды. Бірақ ол Цуюко өсірген дернәсілдерден мүлде басқаша болды. Хирамаса Сеймейге көмектесе алады деп үміттеніп, Цуюконы іздеуге асықты. Ясунори Сеймейге қол тигізгісі келгенде, Мацу мен Йору оны тоқтатуға тырысты. Бірақ бұл жай ғана таныс парфюмерия болды. Ал Ясунори оларды тез арада жапырақшаларға айналдырды. Ясунори Сеймейдің мойнына қолын тигізіп, қандай да бір сиқыр жасады. Шамасы қызыл саусақты құрттарды Сеймейдің денесінің ішінде ұстауға тырысты. Дәл осы сәтте Цуюко мен Хиромаса келді. Ясунори Сеймейдің денесіне Цуюконың тұманының қара шарын салғысы келетінін айтты. Ол қызыл саусақты жын дернәсілдерімен күресуге көмектеседі. Ол бұл Сеймейді құтқаратынына сенімді емес екенін айтты. Бірақ олар тырысуы керек еді. Ол Цуюкодан Сеймейдің денесіне қара доп салу үшін сиқыр жасауын өтінді. Осыдан кейін олар Сеймейдің денесінде екі жәндіктің төбелесуін күтуге ғана қалды. Егер олардың жолы болса, Сеймей оянады, бірақ олай болмаса, ол өледі. Хирамаса Сеймейдің жекпе-жекті жалғастыруға жігерлендіру үшін оның қолынан ұстады. Бірақ ол Сеймейдің қолынан ұстағанда Хирамаса түсіндегі аянды көрді. Бұл Сеймей бала кезінде болған. Сол кезде Ясуноридің әкесі Таюки оны шәкірт ретінде қабылдады. Ол кезде сыныптастары оны жиі қорлайтын. Олар оған түлкінің баласы болғандықтан тауға қайта оралып, сонда қалмау керектігін айтты. Сол түні Сеймей және тағы 3 шәкірт Тадаюкимен бірге серуендеп келе жатып, бір түрлі нәрсені байқады. Сеймей бұл туралы дереу мұғаліміне хабарлады. Тадаюки барлығына вагонның астына тығылып, жынды қуып жіберу үшін сиқыр жасап жатқанда үндемеуді бұйырды. Ол вагонның астына тығылып жатқанда Сеймейдің сыныптастарының бірі Розаренді сұрыптап, шу шығаруды жалғастырды. Сеймей оған бұл туралы еске салғысы келді. Бірақ сыныптастары оны түлкінің уылдырығы деп атап, өзіне қол тигізуіне жол бермей ұрысып қалды. Шу сыныптасына шабуыл жасаған жынды өзіне тартты. Қалған екі оқушы жан түршігерлік көріністің куәсі болып, қашуға әрекеттенді, бірақ оларды жында жеп қойды. Келесі күні таңертең мектепте Сеймей жынмен кездескеннен кейін аман қалған жалғыз адам болды деген қауесет тарады. Олар оны сыныптастарын өлтірді деп ойлады. Өйткені ол ерекше бала болды. Олардың көзінше Сеймей жек көрінішті сұмдық еді. Ол есейген сайын мұғалімі қайтыс болды. Содан бері Ясуноридің оған деген көзқарасы бірте-бірте ренішке толы болды. Масунага мырза осы мүмкіндікті пайдаланып, Сеймейдің көңілін қалдырып, оны жұбатып, жақын қарым-қатынас орнатты. Масунага Сеймейдің қожайынына деген сезімі мұғалім мен оқушының қарым-қатынасынан гөрі көп екенін көретінін айтты. Бұл әке мен бала арасындағы қарым-қатынас сияқты болды. Кейінірек Масунага Сеймейден өте маңызды жақсылық сұрады. Ол заклинание арқылы әкесін өлтірмек болды. Ол мұның қолайсыз екенін білетінін мойындады, бірақ басқа амалы қалмады. Әкесі көп жылдар бойы анасын қинап келген. Егер ол тізгінде қалса, олардың отбасы күйреген болар еді. Масунага әкесін өлтіру үшін сиқырды қолданды. Бірақ ол әлі оқып жүргендіктен бұл нәтиже бермеді. Ол Сеймейдің қарғысты күшейтуге көмектесуін қалады. Осылайша ол толық әсер етеді. Ар-ұжданымен Сеймей бұл өтінішті қабылдай алмады. Алайда ол Масунаганың әкесіне зиян келтіру үшін сиқыр қолданғаны туралы ешкімге айтпауға уәде берді. Уәдесіне қарамастан, Масунага бәрібір Сеймейді өлтіру үшін адамдарды жіберді. Бұған ашуланған Сеймей оны қарсы алуға барды. Масунага алдымен Сеймейдің оған зұлымдық жасағанын айтып, олар дос болғанымен Сеймей оған көмектеспегенін айтты. Сеймей оның ешқашан мұндай досы болмағанына қарсылық білдірді. Содан бері Сеймей үлкен сарайда жалғыз тұруға кетті. Бір күні түстен кейін ол ішіп жатқанда, оның иығына 2 вистерия жапырағы түсті. Біреуі күлгін, екіншісі ақ түсті. Осы жапырақшалармен байланысын сезген Сеймей оларды өзімен бірге қалатын таныс рухтарға айналдыру үшін сиқырды қолданды. Шынында да ол әрқашан өте жалғыз болды. Сеймейдің түсінде Хирамаса пайда болды және олар көптеген естеліктермен бөлісті. Сеймей бұл мәжбүрлі достықты ашып қабылдағандай болды. Сеймейдің азапты өткенін көрген Хирамаса қатты жылай бастады. Досының азап шеккеніне қатты әсер еткен Хирамаса одан көмек сұрауға бел буды. Бұл адам оған Таиланд тауларында адам өмірінің ұзақтығын басқаратын Құдай өмір сүретінін айтты. Егер олар Құдайдан Сеймейдің өмірін ұзартуды сұраса, олар өте құнды нәрсені құрбан етуі керек еді. Хирамаса флейтада соңғы әуенді ойнауды жоспарлады. Содан кейін барып, Құдайдан Сеймейдің өмірін ұзартуды сұрады. Ясунори Сеймейдің ішінде жәндіктердің 2 түрімен қалайша ұзақ өмір сүретініне таң қалды. Ол Цуюкодан сыртқа шығып бара жатқанда Сеймейге қарауын өтінді. Хирамаса флейта ойнау қабілетінен бас тартқаннан кейін ол әлі де мазасызданып біраз өкінді. Алайда Сеймей Хирамасаның жан қиярлығының арқасында
бірте-бірте есін жиды. Есін жиған бойда Семей бір күн бұрын оған шабуыл жасаған қызыл саусақты дернәсілдердің қалдықтары болып көрінетін сфералық затты құсып жіберді. Барлығы, әсіресе Хирамас, Семейдің денсаулығына қатты алаңдады. Семейдің жағдайы жақсы екені белгілі болған соң, Хирамас жеңілдеп қалды. Ясунори мырза да сонда болды. Семей оны құтқардым деп ойлады. Бірақ Ясунори ештеңе істемегенін айтты. Қандай жағдай болмасын, Семей оны мазалағаны үшін кешірім сұрады. Ясунори болған жағдай туралы императорға хабарлайтынын және Семейге әлі сарайға барудың қажеті жоқ екенін айтты. Кетіп бара жатып, Ясунори Семейдің шынымен де жолы болғанына қынжылды. Семей қызыл құрбақа дернәсілдерінің шабуылына ұшырағаннан кейін де неге аман қалды деп таңғалды. Сыуко дернәсілдерді денесінен итеріп жіберген қара шар екенін түсіндірді. Содан кейін ол Хирамасаның кеше далаға шыққанын есіне алды. Ол аздап тұншығып қалғанын айтып, серуендеуге шықты. Ацуми сонымен қатар Семейді әшкереленуден құтқару үшін флейта ойнау шеберлігін сатқаны туралы шындықты жасыру үшін Хирамасуды қорғады. Хирамаса Семейден кешірім сұрады. Егер ол сол түні флейтада ойнаса, Семейге шабуыл жасалмайтынын айтты. Ол зейінін жоғалтып, флейтада ойнай алмайтын бір түрлі шуылға алаңдағанын түсіндірді. Семей оған енді кешірім сұрамау керектігін айтты. Енді оларға сол түндегі жын туралы ойлау керек болды. Ол жынның жартылай жын, жартылай адам екеніне сенді. Яғни ол тірі кезінде жынға айналды. Жынның бір ғана мүйізі болды. Бұл оның толық өзгермегенін көрсетеді. Сол кезде жын әлі де адам кейпіне еніп, басқа жындарға қарағанда онымен күресуді қиындата алатын. Төтенше жағдайларда жынға айналатын адамда өшпенділік пен реніш бақылаудан шығып кетуі мүмкін. Семей өзіне шабуыл жасаған жын туралы білу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласқысы келді. Тұтынушыларға қызмет көрсетуден басқа ешкім оған қызыл саусақты дернәсілдерді қалай жасау керектігін үйрете алмағандықтан, ол Мацу мен Йорудан көмек сұрағысы келді, бірақ оларды таба алмады. Суюко денсаулығының нашарлығына байланысты олардың жоғалып кеткенін түсіндірді. Семей мұны бір түрлі деп тапты. Өйткені оның бұйрығынсыз таныстар әдетте жоғалып кетпейтін. Суюко жын шын мәнінде Ясунори мырза болуы мүмкін деп болжады. Ол Семей ес-түссіз жатқан кезде Ясуноридің көптеген оғаш әрекеттерінің куәсі болды және оның шынымен де Семейге көмектескісі келетініне сенімді емес еді. Хиромаса Ясунори неге қара шарды пайдаланды деп ойлады. Мүмкін ол көмектесуге тырысқанын көрсеткісі келген шығар. Бірақ ол шар қызыл құрбақа дернәсілдерін жеңе алады деп күтпеген. Семей Хиромаса Ясунориге қоңырау шалдымы деп сұрады. Бірақ Хиромаса Ясунори оны қайтарып алғанға дейін Семейдің сарайында болған деп жауап берді. Барлығы Семейді ренжіткен Ясунори болуы мүмкін деп күдіктенді. Бірақ Семей әлі де шындықты растау үшін онымен кездескісі келді. Ол үлкен ағасының оған деген өшпенділігі бар екеніне сене алмады. Семей қара көбелектерді қайта шақыру үшін сиқырды қолданды. Бірақ ол айналасындағылардың бәрін іздегенде, ол ешқашан адамды таба алмады. Осы уақытта император сарайында Семей туралы қауесет тарап, оны Ясунори қарғысқа ұшыратты және құтқарды деп мәлімдеді. Бұл Семейдің жауларына оны тақтан тайдыруға жақсы мүмкіндік берді. Хиромаса бұл қауесеттер туралы Семейге хабарлады. Ал император оны жауап алу үшін сарайға шақырды. Шенеуніктер Семейді үнемі сынға алып, егер ол қарапайым жәндіктен жеңілсе, онда ол өз лауазымына лайық емес екенін айтты. Тек лорд кейін ғана Семейге сеніп, оны қорғап, оны барлық уақыттағы ең ұлы Онмиджи деп атады. Шенеуніктер оның қабілетін дәлелдеу үшін Семей мен басқа Онмиджи арасында жарыс ұйымдастырғысы келді. Семей бұл идеяны қызықсыз деп тауып, қатысудан үзілді-кесілді бас тартты. Алайда оның қарсыласы ер адам болатынын білгенде, ол енді бас тарта алмады. Ер адам егер Семей жеңіске жетсе, ол сол түні оған шабуыл жасаған жынның кім екенін айтатынын айтты. Содан кейін олар сарайдағы барлық адамдарды таң қалдырған күшті әдістерді қолданып, заклинание бойынша жарысты. Бірақ шайқас шарықтау шегіне жеткенде, барлық музейлерге, тіпті императорға шабуыл жасаған жын-перілердің бір тобы пайда болды. Бәрі үрейленіп, қашып кетті. Семей жындарды аулақ ұстау үшін тосқауыл жасады. Барлығының қашып кетуіне жол беріп, ол жындарды жеңу үшін Хиромаса флейта ойынын қолдануды көздеді. Бірақ Хиромаса флейтасын сол күні өзімен бірге алып кетпегенін айтты. Содан кейін Семей өзінің сиқырларын жындардың басын жою үшін қолданды. Мұны көріп отырып, Семейдің қабілеттерін ақыры бәрі мойындағандай болды. Семей кетіп бара жатқанда, ол әлі де даманнан сол түні оған қызыл құрбақа дернәсілдерін қолданған жын туралы сұрағысы келді. Бұрынғы жын-перілердің бастары да Семейдің намысын қалпына келтіру талабы бойынша жасалған. Даман Семей оны жеңген бойда жынның шынайы болмысын ашатынын айтты. Дегенмен,
Ол бірнеше кеңестер берді. Жын Семейдің тағдырына қатты алаңдады. Ол дауылды түнде Семейді іздеп келді. Өйткені қос флейтаның таныс дыбыстарын естімегендіктен, Қызыл торғай жын Хирамасқа флейтада ойнауды неге тоқтатқанын сұрау үшін барды. Хирамаса Семейдің өмірін сақтап қалу үшін өзінің талантын құрбан еткенін түсіндірді. Соған қарамастан, Қызыл торғайдың жын перісі Хирамасаның флейтаны бір күні қайта ойнайтынына үміттеніп, оны сақтап қалуын қалады. Хирамаса сарайдағы шенеуніктердің Семей түн ортасында олардың төсегінің жанында пайда болды. Содан кейін кенеттен жоғалып кетті деп шағымданғанын кездейсоқ естіді. Семей оны өлімге дейін қарғаған адамды іздеп жатқан сияқты. Ол өзін жек көреді деп күдіктенген адамдарға барды. Шенеуніктер сарайда Семейге мұндай терең өшпенділік кімде болуы мүмкін деп ойлады. Бұл Хирамасудың Цуюконың Ясунори мырза туралы айтқан сөздерін есіне түсіруіне себеп болды. Хирамаса Семейден Семейге қауіп төнетінін алдын ала қайдан білгенін сұрады және оны сарайда күтіп тұрды. Семей Миодзидің әрбір тұрғынының өзі сияқты, Хирамаса сияқты қарапайым адамдар түсіне алмайтын ерекше қабілеті бар екенін түсіндірді. Ол сондай-ақ, егер Хирамаса Семейді ренжіткен менмін деп ойласа, бұл қате болуы мүмкін екенін түсіндірді. Семей қазіргі уақытта Анмодзидің резиденциясында жын табу үшін түнгі тапсырмаға бірдеңе дайындап жатқан. Хирамаса ішке кірді. Ал Семей оған жын аулау миссиясы бүгін кешке басталатынын айтты. Ол осы мақсат үшін бірдеңе дайындап жатыр еді. Оған флейтада ойнау үшін Хирамасаның көмегі қажет болады. Алайда Хирамасаға бұл өтініш ұнамаған сияқты. Содан кейін Хирамаса Семейден әртүрлі шенеуніктердің соңғы шағымдары туралы сұрап, Семей оларды түнде мазалағанын айтты. Семей мұның рас екенін мойындады. Ол қызыл құрбақа дернәсілдерінің сұранысқа байланысты екенін түсіндірді. Сондықтан ол шенеуніктердің қайсысы кінәлі болуы мүмкін екенін анықтау үшін таныстарын жіберді. Ол сондай-ақ осы мүмкіндікті пайдаланып, шенеуніктерге сұраныс туралы ескерткісі келді. Өйткені оны жек көретін адам барлық жерде болған сияқты. Осы кезде лорд Кейн Семейден оған төнген қауіп туралы сұрау үшін келді. Шенеуніктер мен император жындарды қуып шығару үшін үлкен рәсім жасағысы келді. Бірақ Сем мұнымен келіспеді. Ол жындарды адамдарды қорқыту үшін біреу ғана жаратқанын және олардың өлтіруге ниеті жоқ екенін айтып, мұның қажеті жоқ деп есептеді. Ол тітіркендіргіш шенеуніктерден аулақ болу үшін кейін кетуге рұқсат сұрады. Хирамаса сарайды аралап келе жатқанда, ол әдемі флейта ойнағанын естіді. Бұл флейтада ойнайтын Ацуми болатын. Хирамаса тоқтап, ұзақ тыңдады. Ол енді кетейін деп жатқанда, Ацуми оны қайта шақырды. Ол Хирамасаның алдында флейтада ойнаған үшін кешірім сұрады және Хирамасаның Семейге флейтада ойнау қабілетін жоғалтқаны үшін өкінетінін сұрады. Өйткені Хирамаса әрқашан сарайдағы ең жақсы флейташы болған. Алайда Хирамаса бұл оған Ацуми ойлағандай маңызды емес деп жауап берді. Ол ешқашан өз талантын басқалармен салыстырмаған. Ол флейтада ойнағанды ұнатқаны үшін ғана ойнады. Ол флейтада ойнауды қатты сағынғанымен, оның Семейдің өмірін сақтап қалуы оны ақтады. Хирамаса мұны өзіне ұнайтын жаңа нәрсемен айналысу мүмкіндігі ретінде қарастырды. Мысалы, пайдалы нәрсені үйрену. Содан кейін Ацуми Хирамасадан қызыл торғай жын берген қос флейта сұрады. Хирамаса флейта өте ерекше және оны басқа ешкімге бере алмайтынын айтып бас тартты. Ол оны өзіне қалдырғысы келеді. Мүмкін бір күні, көп жылдар өткен соң, оны қайтадан ойнай алатын шығар. Түн түскенде Семей мен Хирамаса Семейге ертерек шабуыл жасаған қызыл құрбақа дернәсілдерін ояту рәсімін жасау үшін ағашқа барды. Хирамаса тіршілік иесі оянған бойда Семейге қайта шабуыл жасайды деп қорықты. Бірақ Семей оған алаңдайтын ештеңе жоқ деп сендірді. Ол жаратылысты оны жасаған адамға жеткізу үшін қайта жасап жатыр. Семей оны кім сонша жек көретінін білгісі келді. Олар қызыл құрбақа дернәсілдерін қалың орманға қуып жіберді. Жолда келе жатып, Хирамаса Семей неге оны ешқашан атымен атамағанына таңғалды. Семей құрттарды бақылауға ден қойып, Хирамасаның тым сезімтал екенін байқады. Тұман пайда болып, олардың бөлінуіне себеп болды. Ал Семей Ясунори тұрған жерде аяқталды. Хирамаса нағыз жынмен бетпе-бет келген кезде, Ясунори қызыл құрбақа личинкаларын жасаған ол емес екенін түсіндірді. Ол Семейді ұнатпаса да, оны өлтіру және өзін жынға айналдыру қаупі үшін, жын жасау үшін соншалықты ақымақ болмас еді. Ол Семейді менсінбеді. Бірақ ол Семейді ертерек қайтарған кезде, әкесі оған Семейді қорғауды бұйырды. Сондықтан ол әкесінің еркіне
тілегіне қарсы шыға алмады. Ол сондай ақ Семейге қарсы қолданған қара шардың көп нәтиже бермейтінін және Семейдің неліктен аман қалғанын білмейтінін түсіндірді. Алайда Ясунари қызыл құрбақа дернәсілдерінің нысанасы Семей емес, басқа біреу деп күдіктенген. Семей жағдайды толық түсініп, Хирамасаға қауіп төніп тұрғанын түсініп, тез арада досын іздеуге жүгірді. Хирамаса кездескен жын шын мәнінде Ацуми болатын. Ол Хирамасаның флейтада ойнау қабілетіне әрқашан қызғанышпен қарайтынын мойындады. Қызыл саусақты құрттар Хирамасаға зиян келтіру үшін жаратылған, бірақ Семей оны құтқарып қалды. Осыған қарамастан, Ацуми Семейді құтқару үшін Хирамасаның талантын жоғалтқанын түсініп, біраз қанағаттанды. Көп ізденістен кейін Семей ақыры Хирамасаны тапты. Бірақ өкінішке орай, жын Хирамасаның кеудесін қылышпен тесіп өтті. Семей оған тез сиқыр жасады, бірақ жын оны бөгеп, қашып кетті. Семей Хирамасаға көмекке жүгірді. Ол оның жанында қалмағаны үшін кешірім сұрады. Ол аман қалмайды деп сенді. Хирамаса өлмес бұрын Семейден жын Ацумиді құтқаруды өтінді. Семей алғаш рет Хирамасаның атын атады. Содан кейін Семейді маннан Ацуаға қатысты жауап іздеуге кетті. Да ман бұл жолы Семейдің соңғы кездесуімен салыстырғанда адамгершілігі жоғары болып көрінгенін байқады. Ол Семей Хирамасудан кек алу үшін Ацуиді өлтіргісі келеме деп сұрады. Семейді манның Ацуиге жын болуына неге көмектескенін сұрады. Да ман Семейді адамға соншалықты жақын көру әдеттен тыс нәрсе екенін түсіндірді және ол адамға бірдеңе болса, Семейдің қалай әрекет ететінін көргісі келді. Ол жай ғана Хиромасаның шынымен өлетінін күтпестен жағдаймен ойнағысы келді. Алайда ол Хиромасаның өліміне оның кінәсі ғана емес екенін түсіндірді. Оның нақты себебі Семейдің ұқыпсыздығы мен сақтығы болды. Бірнеше белгілер болды, бірақ Семей оларды байқамады. Семей бұл оның кінәсі емес деп келіспеді. Хиромаса оған ешқашан басынан өткергенін айтпаған. Сондықтан оны кінәлауға болмайды. Мұның бәрі Хирамасаның өз шешімдерінің нәтижесі болды. Думан Семейдің досы туралы пікірін сынап, оны қатал деп атады. Семей Хирамаса оның досы емес деп жауап берді. Алайда Хирамаса үшін Семей өте қымбат дос болды. Ол өмір мен өлімнің алдында тұрғанда, Хирамаса оны құтқару үшін флейта ойнау қабілетін құрбан етті. Семей флейтада ойнау қабілетін жоғалтқаннан гөрі досынан айырылу әлдеқайда ауыр екенін білді. Хирамастың арқасында Семей бүгінгі күнге дейін аман қалды. Семей Дементтен алған ақпаратына қатты таң қалды. Қайтар жолда ол Хирамас туралы көп ойлады. Оған сенген, оның қабілеттеріне сенген және оның жалғыздығын түсінген бірінші адам. Суюка ханым да Хирамасаның қайтыс болғанын білгенде жүрегі ауырды. Үйдегі қызметші Ацумидің киіміндегі қандақтарын байқап, оған жаңа киім алуға кетті. Ацуми жағдайдың соншалықты ауыр болатынын күтпеген еді. Жақын маңдағы гүл бұталарындағы жын оған енді Хирамасадан алған флейтада ойнай алатынын еске салды. Ол қазір елордадағы ең жақсы флейташы болды. Ацуми флейтаны жақын маңдағы арнаға лақтырмақ болған. Бірақ дәл осы сәтте су астынан жын пайда болды. Оның ішіндегі екінші адам сияқты. Ацуми Хиромасаның өліміне жынды кінәлады. Ацумиге киім дайындап жатқан қызметші кездейсоқ оның жартылай жын перілердің кейпін көріп шошып кетті. Ацумидің ішіндегі жын көшеге жүгіріп шығып, бұған куә болған адамдар арасында дүрбелең туғызды. Ацуми жынның денесінен кетуін қалады. Бірақ бұл мүмкін емес еді. Жын Ацумиге қызыл құрбақа дернәсілдері пайда болған кезде Хирамасаны өлтіру керек екенін айтты. Ацуми талап етуге барды. Бірақ ол мұндай нәтижені қаламады. Ол Хирамасаны Семейді құтқару үшін өзінің талантын құрбан етуге мәжбүрлеу жоспарын жасады. Алайда, тіпті талантын жоғалтқаннан кейінде Хирамас мүлде өзгерген жоқ. Қызғанышқа толы жын Ацумидің әлі де адамдар әлеміне байланғанын сезді және бұл үшін оны жек көрді. Алайда Ацуми басқаша ойлады. Хирамаса екеуі бұрыннан дос болған. Тіпті ол Хирамасаға флейтада ойнауды үйреткен. Хирамаса қайтыс болғаннан кейін Семейде қатты қайғырды. Ол тіпті галлюцинацияға ұшырады. Онда ол Хирамаса әлі де онымен бірге отырып, ішіп отыр деп ойлады. Ясунари Семейді іздеп келіп, оған Хирамасаның жаны бар тұмар сыйлады. Ол жынның Хирамасамен байланысуға тырысып жатқанын түсінгенде, оны қорғау үшін жасырын түрде тұмар салғанын айтты. Алайда, тұмар Хирамасаның жанын ғана қорғай алатын. Хирамасаның өлгеніне ешкім сенімді емес еді. Бірақ Семей оны тірілту үшін ештеңе істей алмады. Өйткені оның жүрегі тоқтап қалды. Семей тағы бір жол бар деді. Ол барып, өмір мен өлімнің құдайы Тайшан Фуджуннан Хирамасаны
құтқаруын сұрайды. Ясунори Семейдің оның айтқанын шынымен түсінетініне күмәнданды. Тайшан Фудзюн адам өмірін басқарған құдай болды ма? Мұндай өтініш жасау өте қиын болып қана қоймай. Егер ол қанағаттандырылса да, оның бағасы өте жоғары болар еді. Мүмкін, тіпті Семейдің өмірі де. Ясунори, егер Семей Хирамасаны құтқару үшін өлсе, ол шынымен бақытты болар ма еді, деп сұрады. Ол Семейге берілуге кеңес берді. Хирамасаның жаны оның денесіне қайта оралсын. Сонда ол тыныш өмірден кете алады. Сеймей мұндай нәрселерге сенуден бас тартты. Ол болған жағдайдың бәрі оның кінәсі деп есептеді, және ол Хирамасаның өлуіне жол бермейтіні сөзсіз. Ацумидің ішіндегі жын Хирамасаның кінәлі екеніне сенді. Ол флейтаның құпия әуенін ұрлаған адамды кешіре алмады. Ацуми әуенді үйренуге көп күш жұмсады. Хирамаса әдейі өзін Феникс жынының флейтасында жалғыз өзі ойнай аламын деп мақтанды ма? Ацумидің ашуы оны нағыз жынға айналдырды. Жақында Ацуми мұңайған кезде бақшадағы бұтақтарды кесіп тастады. Ол ешқашан Хирамаса сияқты талантты бола алмайтынына сеніп, өмірінде Феникс жындарының флейтасында ойнай алмайтынын ойлады. Кенет оның қасында дауыс естілді. Ол одан әрі төмен тіршілік иесі ретінде өмір сүреме деп сұрады. Бұл дауыс оған Хирамасадан бәрін ұрлап, оны иемденуді ұсынды. Оның Хирамасаға деген өшпенділігі болған жоқ па? Ацуми мұндай нәрсені ешқашан ойлаған емес. Ол үшін Хирамаса өте жақын дос болған. Жынның дауысы Хирамасаның данышпан екенін көрсетті. Бірақ дәл осы талант басқалардың мақтанышын таптады. Сөйлеп тұрған гүлді кесіп алған соң, Ацуми су бассейніне төмен қарап, оның жынға айналғанын түсінді. Жын оған бір ғана нәрсені таңдауға болатынын айтты. Флейта немесе Хирамасамен достық. Соңында Ацуми флейтаны таңдады. Хирамаса қайтыс болды. Енді флейтада оны ешкім жеңе алмайды. Кейінірек Ацуи Сеймеймен орманда кездесті. Сеймей Ацуиді өлтіруге келгенін мәлімдеді. Ол Хирамасаның өліп бара жатқан тілегін орындай алмады. Өйткені Ацуи зұлым жынға айналды. Алайда, Сеймей соққыға жығылғалы жатқанда, ол жынның көзінің бұрышынан жас ағып жатқанын байқады. Мүмкін, Ацуи әлі де өз ісінен зардап шеккен шығар. Осыған байланысты Сеймей оны аямауға шешім қабылдады. Содан кейін Сеймей өте қауіпті әрекетке барды. Ол Хирамасаның денесін ұрлауға бел буды. Оның Хирамасаны тірілтудің қандай да бір жоспары бар сияқты. Ясунори бұл идеяны өте қауіпті деп санады. Сеймей мұның қауіпті екенін білді. Бірақ ол Ацумиді Хирамаса ғана құтқара алатынына сенді. Сеймей бұл кісіден осы маңызды жоспарды жүзеге асыруға дайындалуға көмектесуін өтінді. Ол бірнеше ингредиенттердің жетіспейтінін және олар дайын болғаннан кейін өзіне жүктелген тапсырманы орындайтынын айтты. Дегенмен, ол әлі де Сеймейдің әрекетін есінен танып қалғандай ақылсыз деп санады. Цууко ханым Сеймей Хиромасуды Шикигамиге айналдырғысы келеді деп ойлады. Бірақ Сеймей оны Шикигамиге айналдыру олардың қарым-қатынас жасауына кедергі болатынын түсіндірді. Ол Хиромасуды өмірге әкелуге бел байлады. Бұған дейін ол Демент компаниясымен жасырын келісім жасасқан. Бұл жолы олардың кездесуі бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жақсы өтті. Ал Демент көмектесуге келісті. Дегенмен, Хирамасаны өмірге әкеле алатыны белгісіз болды, және олар оны сынап көргеннен кейін ғана біледі. Цуюко ханым Сеймейді рәсімге ертіп барғысы келді, бірақ ол оны тоқтатты. Ол оған бұл жердің тым қауіпті екенін, және одан да маңыздысы Хирамаса қайта тірілгенде оның достарының кем дегенде біреуі әлі тірі болу керек екенін айтты. Олар Хирамасаның денесін патша құрбандық шалу орнына апарды. Онда шенеуніктер императорды тыныштандыру рәсімін өткізді. Семе пайда болған кезде бәрі шошып кетті. Ол рәсімді басқаруға келгенін хабарлады. Бірақ бұл әдеттегі бейбітшілік рәсімі болмайды. Оның орнына бұл рәсім аяқталғаннан кейін ол ұзақ уақыт бойы бүкіл Астанада бейбітшілікті қамтамасыз етеді. Шенеуніктер бірден өз алаңдаушылықтарын білдіріп, Сеймейді Хирамасаның денесін ұрлады деп айыптады. Сеймей Хирамасаның денесін жауып тұрған төсенішті ашып, барлығын қорқып шегінуге мәжбүр етті. Ол Тайшанның денесін Фудзюнге ұсынып жатқанын айтып, көп уақытын жоғалтпай ән айта бастады. Сол кезде бірде-бір сарбаз Сеймейдің Хирамасаны тірілтуіне тосқауыл қоюға батылы бармады. Ол императорға мұны Астананың қауіпсіздігі үшін істеп жатқанын және оның орнына қалада бейбітшілікті қамтамасыз ететінін айтты. Шенеунік кейін бұл рәсімді Сеймей жасау керек деп келісті. Ал Ясунори де бұл шешімді қолдады. Император Сеймейдің бұрын елді жындардан тазартқанын мойындады. Сондықтан оған осы рәсімге толық билік беруді ұйғарды. Сеймей өзінің сыйқырын айта бастады. Ал сарайды қара тұман басып қалды. Хирамаса отырды да
флейтада таныс әуенді ойнай бастады. Оны естіген Ацуми оқиға орнына дереу жүгіріп келді. Сарай қызметкерлері оның жын-перілердің кейпіне енгенін көргенде шошып кетті. Сэм оны сол жерге азғыру үшін тұзақ құрған болып шықты. Жын Феникс Хирамасаның орнына флейтада ойнауға шақырылды. Кетер алдында Сеймей жынға Хирамасаның өмірін немесе оның флейтасын тірі қалдыруды тапсырды. Сеймей Ацумиді сол жерге азғыру керек екенін мойындады. Бірақ оның нағыз қарсыласы Ацуми емес еді. Жынмен шынымен күресу керек жалғыз адам Хирамаса болды. Сеймей Ацумидің шабуылынан жалтарып жатқанда, ол ұрыс даласын дайындауға кірісті. Кенеттен аспаннан жындар шығып, сарай қызметкерлеріне шабуыл жасады. Ясунори мен Сеймей оларды ұстауға тырысты. Ал ер адам оның тапсырмасының соңғы кезеңін аяқтауға тырысты. Қара доп жындарды жоюда да маңызды рөл атқарды. Шайқас кезінде Сеймей иығынан жарақат алды. Бұл жолы ол бәрін аяқтауға бел буды. Думан Ацумиді бөгеп, Сеймейді қорғауға кірісті. Бірақ ол сәтсіз аяқталды. Күтпеген жерден Сеймейдің жарасы тез жазыла бастады. Ол денесіндегі соңғы сиқырды жұлып алып, Тайшан Фудзюнді шақыратын сиқыр жасай бастады. Түн ортасы құрттары мен Сеймейдің қосындысы бүкіл ауланы шарпыған үлкен ин-ян шеңберін жасады. Суюка ханым Хирамасудың жалынды жалмап кете жаздағанын көріп, батылдықпен оны құтқаруға асықты. Бірақ Хирамаса уақытында өмірге келді. Екеуі де қауіптен құтылды. Хирамаса есін жиған кезде, оның жаны сиқыр жасап жатқанда, Сеймейдің жоспарларын анық естігенін түсіндірді. Ол кенеттен Сеймейдің оны тірілту үшін өз өмірін құрбан еткенін түсінді. Ол тез Сеймейге қарай жүгірді. Бірақ тым кеш болуы мүмкін. Сеймейді Тайшан Фудзюндің үлкен қолы ұстап алған болатын. Хирамаса бұған қатты күйзелді. Ол Сеймейді ешқашан өзіне қамқорлық жасамады деп айыптады. Ол қайғысына тым терең бойламай тұрып, Ацуми оған шабуыл жасады. Хирамаса онымен соғысқысы келмеді. Бірақ ол Сеймейдің бұрын айтқан сөздерін есіне алды. Ацумидің шынайы болмысын тек Хирамаса ғана құтқара алады. Даман оған егер Ацумидің мүйізін кесіп тастай алса, онда Ацумидің адам табиғатының оянуы мүмкін екенін еске салды. Хирамаса Ацумимен бөліскен естеліктерін есіне алды. Олар бір кездері бірге флейтада көңілді ойнаған, бірақ қазір осындай қиын жағдайға тап болды. Хирамаса Ацумидің мүйізін кесіп көруге шешім қабылдады. Оның бойындағы адам табиғатын оятуға үміттенді. Хирамаса жынды өзгерте алатынына сеніп, тым аңғал болған сияқты. Хирамасаның енді ешқашан қайта туылу мүмкіндігіне ие болмауын қамтамасыз ету үшін Ацуми оны көптеген бөліктерге бөлуді жоспарлады. Хирамаса Ацумиден оны жек көретіні сонша, ол жынға айналғанын сұрады. Неге ол оның талантын мақтай берді? Неліктен ол бұрын Хирамасаға мейірімді болды? Хирамаса оны әлі де өзінің досы деп ойлады. Жүрегінде Ацуми бұл оның досы екенін түсінді. Бірақ оның ішіндегі жын олай ойламады. Жын Хирамасаны дереу өлтіргісі келді. Ацумидің бір мүйізі кесілген кезде, ол өз еркінің бір бөлігін тапқандай болды. Ол Хирамас сияқты досын өлтіргісі келмейтінін мойындады. Бірақ оны мұны істеуге мәжбүрлеген оның ішіндегі жын болды және ол Хирамасаға шабуыл жасай берді. Бұл арада Даман мен Ясунори аспаннан құлаған жындармен күресумен айналысты. Олар әр жынмен жеке күресу тиімсіз болатынын түсінді. Олар мәселенің көзін жоюы керек еді. Ацуми Хирамасты дос ретінде көргендіктен, оның Хирамасаның талантына деген өшпенділігі мен ренішінің күшейгенін түсіндірді. Алайда Хирамаса өзінің талантын ерекше нәрсе деп санамады. Ол флейтада тек қуаныш тауып, құмарлығын қанағаттандыру үшін ойнады. Хирамаса бәріне қарамастан, ол енді флейтада ойнай алмайтынын айтты. Соған қарамастан, оның Феникс жынының флейтасын беруден бас тартуы Ацумидің тікенегі болды. Бала кезінен Хирамасаның қарапайым арманы Ацумимен бірге флейтада ойнау болатын, және ол сол кездегі бақытын ешқашан ұмытпаған. Суюка ханым Хирамасаға қылыш лақтырды. Ол тез арада Ацумидің қалған мүйізін кесіп тастады. Ер адам мен Ясунори патша сарайында бір ғана жын Ацуми қалдырып, қалған жындармен тез айналысты. Мүйізінен айырылған Ацуми Хирамасамен флейтада ойнағанды ұнататынын мойындады және сол сәттерде ол бақытты болды. Алайда мұның бәрі оның басынан өткерген қызғанышын жеңе алмады. Ашуланған ол Хирамасаны қатты тістеп алды. Хирамаса қарсылық көрсетпеді. Бірақ сабырмен оған Сеймейді құтқару үшін өзінің талантын құрбан етуді шешкенде, Ацумидің флейтада ойнау қабілетіне де қызғанышпен қарайтынын түсіндірді. Ол тіпті жынның ашкөздігінің бойынан көтерілгенін сезді. Бала кезінен Хирамаса флейтада ойнауға ерекше таланты бар еді. Ол әнді бір-ақ рет тыңдап,
оны тамаша орындай алатын. Бұл қабілет Ацумидің жүрегіне қызғаныш тұқымын себе бастады. Ол есейген сайын адамдар Хиромасаның талантын мадақтай бастады. Ол тіпті мұғалімінің Ацуминен де асып түсті деп мәлімдеді. Содан бері Ацумидің өшпенділігі мен қызғанышы жасырын түрде өсіп, оны бірте-бірте қорқынышты жынға айналдырды. Одан кейінгі барлық зұлымдықтар тек жынның ғана емес, оның өз таңдауының да жұмысы болды. Хиромасуды өлтірген жын емес, Ацумидің өзі. Хиромасуды дос деп атағанына қарамастан, оның жүрегінде оны әрқашан жек көретін. Хиромаса оған әр адамның бойында жын бар екенін айтты. Егер ол бақыланбаса, ол оңай зұлымдыққа айналуы мүмкін. Ацуми өзінің әлі де жын екенін мойындады және барлық істеріне қарамастан, ол адам кейпіне қайта орала алмады. Қатты ұялды. Егер осылай жалғаса берсе, Хиромасаға тағы да шабуыл жасауы мүмкін. Ацуми азаптан құтылу үшін өз өмірін қиюды шешті. Хиромаса оны тоқтату үшін не істерін білмей тұрғанда Сеймей пайда болды. Ол Ацумидің қылышын жұлып алып, оған Ацумидің қарғысын алып тастайтын сиқыр жасай алатынын айтты. Сеймей Хиромасаның мұны қаламайтынын білді. Бірақ кетер алдында Сеймей өзінің талантын Хиромасаға қалдыра алатынын сұрады. Олар бірге флейтада ойнады. Әуені керемет болды. Дуэт аяқталғаннан кейін Сеймей Ацумиге енді оған қарғыс айтудың қажеті жоқ екенін айтты. Ацуми айнаға қараса, оның адам кейпіне қайта оралғанын көрді. Осы оқиғалардан кейін барлығы әдеттегі өміріне қайта оралды. Хиромаса, Сеймей және Ясунори бірге отырып, шарап ішіп отырды. Ацуи әлемді шарлап жүргенде, Хиромаса Сеймейден оның әлі қалай тірі екенін сұрады. Сеймей ол туралы бір адамның өсек аяңын өзіне ұқсайтын таныс жасау үшін пайдаланғанын түсіндірді. Бұл таныс оның орнын басып, құдайларға құрбандық шалатын болады. Осылайша ол туралы жаман сөйлегендер өмірінің бір бөлігінен айырылады. Бұл оған зұлымдық жасағандар үшін кармалық жазаның бір түрі болған сияқты.